сол 10 жұмыртқаны 10 күн жеген уақытым болған. Ауылынан шықпаған адамның ақылы ауылынан аспайды деген. Сіздің бизнесіңіз humanity бизнес па или anti-humanity бизнес па дейді. Не үшін сіз дәл осы білім саласындағы бизнесті таңдадыңыз? Мүмкін ресторан ашар едім, теплица ашқым келді. Бір кәсіпті ашам десеңіз, проблема іздеңіз деп. Несімен артық басқа нелерден не үшін CSFOY-ды таңдау керек? Ата-ана 20 мың теңге маған төледі ма? Айына бізге CSFOY-ға мұғалімдерге айтамыз, сіздер 60 мың теңгеге білім бересіздер. Біз сияқты бизнестарды жабуға тура келетін мәселе ол аренда мәселесі ғой. Біздің 28 орталықтың бәрі бізге соншалықты пайда келіп тұрған жоқ. Қалай алтынымды залыққа өткізіп аренда төлеген кезім болды. Мама ретінде махаббатымды көп бере алмадым. Баланы біз өзіміз үшін дүниеге әкелеміз ғой деймін да. Облыста мектеп жоқ, халықаралық. Банктар кредит бермей жатыр. Залог та бітті. Залогым бітті. Пандемияның болатынын 2 жыл бұрын бір семинарда естіп қалғам. Ең алғашқы алған парталарым кредитқа алынған деген сияқты. Англиядан оқып келген кісі осындай орталық ашып жатыр деп. Сол кезде айтып бересіз ба? Қалай болды басында ашқан кезде? Кто-то директор дейді да. Директор только что вышла деді. Мен директор екенін біліп қояды ғой. 20 тиын, сағатына 20 тиын деп, суббота, воскресенье байня жағам. Қызық па, жолға шық, жол өзі апарады сені Иә, деген сөз бар ғой. Сәлем достар, бүгін бізде тұсаукесер подкаст өте ерекше адаммен. Алматы қаласының өңірлерінде CSFOY ағылшын тілі білім беру орталықтарының негізін қалаушы Айгүл Қанатқызы, сонымен қатар Қазақ-Британ мектебінің негізін қалаушы. Жалпы білім саласындағы кәсіпкер деп айтсам болады. Қош келдіңіз подкастқа. Қош келдік. Сізбен өте қызықты әрі пайдалы әңгіме айтамыз деп үміттенемін. Сенімдімін әрі. Рахмет, Алла қаласа. Сол, мен сізді 10 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан CSFOY орталықтарының 10 жылдан астам уақыт бойы негізін қалаушы ретінде білемін. Және Қазақ-Британ мектебі ашылды жақында. Содан кейін қандай күшті әйел адам болып, отбасымен кәсіпті қатар алып жүру деп мен тамсанып қалдым, көз тимесін. Содан кейін осындай қызық тұлға ретінде есімде қалып қойдыңыз. Осылай әңгіме айтсам деп шештім. Бірнеше сұрағым бар, кәсіпкер ретінде, жалпы қоғамдағы бір қазақ әйелі ретінде сізді әртүрлі қырыңыздан ашқым келіп тұр. Рахмет. Енді ең бірінші сұрағым, жалпы сізді осы білім саласындағы бизнеске әкелген не? Не себеп болды? Мен ойлаймын, ең бірінші менің әкемнің маған берген программасы шығар деймін да. Себебі осы ағылшын тілін ең бірінші педагог ретінде, мұғалім ретінде таңдаған кезде менің әкем, мен өзім врач болғым келген. Өйткені анам көп ауыратын, соны врач боламын деп, жаңағы медицинский университетқа түсем деп, дәрігер болам деп өзім көп ұмтылдым. Бірақ әкем маған ағылшын тілін таңда деді. Сен ағылшын тілін оқисың деп. Себебі мінезің келмейді деді врач болуға. Өте ашықсың, ертең адамдарға зияның тиіп кетеді. Ол врач деген ол оңай профессия емес, сенің мінезің келмейді. Ал енді ағылшын тілін таңдасаң, ол қазір сол 90-шы жылдардың басында ғой. Сен ағылшын тілін таңдасаң, ағылшын тілінің болашағы зор деп айтты. Жоқ деген кезде сен ең төмен болсаң, ағылшын тіл мұғалімі боласың. Одан екінші деңгейге жетсең, сен МИДта жұмыс істеп, Қазақстанның туын желбіретіп, әртүрлі елдерге дипломат бола аласың. Ал енді одан жоғарғы деңгейде болса, сен мектеп ашасың деп айтатын. Әкем. Мен ойланатынмын, мектеп ашқан несі, ол 90-шы жылдар, енді біз білмейміз ғой, мектеп ашу деген не екен, мектеп ашқанда қандай болады екен деген, мен өзімде ең жоғарғы деңгей дегеннен кейін кез келген адам ең жоғарғысын алуға тырысады ғой. Сол кезде менің сол әкемнің басыма қойып кеткен дәні болды да, мен мектеп ашсам деген ой постоянно ішімде жүретін. Әркез ойымда жүретін. Енді университетті бітірдік, Алматыда Казгумумияны бітірдік. Одан кейін мектепке мұғалім болып барғанымда мен ойлаппын, балалар ағылшын тілін біліп отырады деп. Мен балалармен ағылшын тілінде сөйлессем, балалардың бәрі маған көздері бақырайып қарайды да. Мен инопланетянка сияқты болатынмын, аспаннан салбырап түскен. Балаларға ағылшынша сөйлеймін, балалар түк түсінбейді. Солай қазақ тілінде ағылшын тілін сабақ беруге тура келді маған. Өйткені балалар ағылшынша мүлде түсінбеді. Енді мен студент болып жүргенде де
ағылшынша сөйлеуге көп тырысатынмын. Сол ағылшын тілін балаларға жетік меңгерем деп мен бір ана миссионерлердің тобына да кіріп кеткен кезім болды. Мені сайранға шақырып, сізді жаңағы крестить етеміз дейді да, жаңағы не дейді, дұғалаймыз ба, в общем бір нәрсе ұмытып қалдым. Бірақ сайранға барып ертең мен солардың, енді жаспын ғой, білмеймін, барам деген кезде мамам таңертең 6-да тұрып алып, ерте сайранға баруым керек 6-да десем, не үшін дейді. Мен айтамын, мен ана миссионерлерге барып жүрмін ғой, мама деймін. Ол кісілер өте қызықты әңгімелер айтады ағылшын тілінде, мен қатты сөйлесем, олармен керемет сөйлесем, американдықтар. Практика үшін ғой, сіздің практика үшін қызығып жүрмін ғой. Сонда айтады, мен таңертең 6-да барам, олар маған су береді, өздерінің айтқандарын мамам айтып отырмын ғой. Маған су береді, үнен кейін сол судан кейін олар мені шомылдырады, мен сосын олардың бірі болады екем деп. Ол кезде мен 2-ші курста оқимын. Мамам деген мынау не деген сұмдық, сен қайдан шығарып жүрсің, өйтіп тіл үйренбей ақ қой балам деп. Жаңағы жерде ол деген басқа дін, сен басқа дінді қабылдайын деп жатсың, сені басыңды айналдырайын деп жатыр деп анамның тоқтатқаны бар. Сол кезде сондай қызық болған. Сөйтіп жүріп тілімді жаттықтырдым. Тілімді жақсы жаттықтырдым. Кейін сол мектепке уже мұғалім болып барған кезде мен ағылшынша сөйлеп тұрдым. Жақсы сөйлеп тұрдым. Ал балаларым сөйлемей тұрды. Содан сағат аз. Мен неге балалар сөйлемейді? Мен мұғаліммін, бұл балалар мен сияқты сөйлеу керек деген. Тем более мен кейін 5 жұлдызды отельға жұмысқа орналастым. Ол жерден біраз ағылшын тілінде енді сондай сөйлеу қабілетімді сол кезде 2001-2002 жылдары IELTS деңгейі бойынша менің сөйлеу қабілетім 7-де 5 болған. Өйткені сөйлеуді қатты жаттықтырып алғамда, әркіммен сөйлесем, спикинг, балалармен сөйлесем, мұғалімдермен сөйлесем, бірақ балаларым сөйлемейді. Сол кезде неге балалар мен сияқты сөйлемейді деп ренжитінмінші. Кейін жаңағы ағылшын тілінде сөйлеп жүріп, балаларға жаным аша бастады. Өйткені сабақ беріп жүрген кезде мені көп көше сыпыруға алып кететін, ылғи айтып жүремін ғой, сол кезде мұғалімдерде көп. Субботник қой. Субботниктар, сайлау. Мына біздің Назарбаев атамыз неше рет сайланды президенттікке, сонша рет көше араладық. Көше араладық. Өйткені жас мұғалімбіз ғой. Бізге кәдімгі списокпен көшелерді беріп тастайтын. Сол көшелерді аралап жүріп, сол неше рет депутаттық сайлау болды, соның бәрі басымнан өткен менің. Соның бәрін біз сайлағанбыз деп айта аламын. Дауыс жинап, ол кезде журналдар береді, соған бәрін белгілейсіз. Бала сабаққа келмесе, сол журнал бойынша сенің участогың бар, тауып кел дейді, сабақ беріп отырсыз. Сізді сабақ беріп тұрған жерден суырып алып, участоктағы баланы тауып кел деп жіберетін. Сонда сіздің сабағыңыз жайына қалатын. Ондай кезде балаға қандай білім бересіз? Енді ол баяғыда, қазір ондай емес қой. Сондай талай басымыздан заман өтті. Сол моментте сіз ойладыңыз ба, оқу орталығын ашам, мектеп ашам деген нәрсе? Сол әкемнің баяғы дәні жүрді менің ішімде, өтірік айтпай ақ қояйын. Дәні жүрді, бірақ қалай бастаймын, не істеймін, қай жағынан подход жасаймын деген нәрсе менде келмеді ойыма. Бірақ жаңағы мен оқу бітіргеннен кейін мектепте жұмыс істеп жүріп, Астанаға МИТқа жұмысқа орналасқым келді. Бірақ барып бір сөйлескенімде айлықтарының өте аз екенін, МИТтағы адамдардың айлықтары өте аз екенін түсініп, ол кезде әке-шешеміз қайтыс болып кеткен, артыңа қарайлайсың деген сияқты, мен ол МИТ менікі емес екен деп қайтқан болатым. Оған қарағанда мұғалімдердің айлығы кішкене жоғары болды, шыны керек. Мен 2 жерде жұмыс істедім ғой. Рахат Паласта істеймін, мектепте мұғаліммін. Рахат Паласта официант болып істейсіз? Рахат Паласта мен кассир болып жұмыс істедім. ОД-тейкер дейді, рум-сервиста. Плюс түнгі сменда официантка болып жұмыс істеймін, дополнительный ақша үшін. Түнімен как белка в колесе дейді, түнімен таңға 8-ге дейін бір тоқтамай жүгіресіз ғой. Сөйтіп жүріп чаевые аласыз, адамдар сіздерге жаңағы ақша тастап кетеді, кофе апарып берсеңіз, иностранецтер көп болды. Өткен Алматыда 5 жұлдызды отельдердің ең мықтысы сол Рахат Палас, кезінде Хаят болған. И Анкара болып кейін ашылды. Сол 2 отельда бүкіл қазақстандық жұлдыздар, бүкіл мына қазақстандық мемлекеттік қызметкерлер, депутаты, министрлар сол Рахат Паласқа келетін, Хаятқа. И сол жерде біз мысалға бір стакан кофе апарып береміз. Сол кофені 1200 теңге болатын.
бір стакан кофе. Бір американдық завтрак 7.000 теңге болатын сол рахат паласта. Ал менің мектептегі айлығым 7.000 теңге болатын. Сондай разницалар көрдім ғой мен енді. Осы жаңағы білім орталығын ашуға не себеп болды? Сол мектептегі балалардың білімі мені қатты таңғалдырды. Бір шетінен өкіндірді, бір шетінен балаларға жаным ашыды. Енді мен білім орталығын ашамыз деп шешім қабылдаған кезде мен өзім спикингім жақсы, бірақ басқа жағынан менің тілім жаттықпағанын көрдім. Жаңағы білімім таяздығын көрдім, өйткені енді қазақстандық білім ғой, менің ол кезде енді инияз деген менікі ары кетсе интермедиат деңгей болды. Мен енді ол өзім балта сабынан дейді ғой, өзімнің деңгейімнің төмендігін көріп тұрып, мен қалай біреуге сабақ берем, мен қалай біреуді үйретем деген ниетпен мен рисковать етіп, жолдасым екеуміз ақылдасып, мен Англияға оқуға кетіп қалдым. Сол Англиядан білімімді көтеріп келгеннен кейін ғана мен енді тағы да айтам, келгеннен кейін, оқуымды бітіріп келгеннен кейін тағы қиындық болды, өйткені бизнес ашу үшін ақша керек болды. Ал енді менде ондай ақша жоқ болды. Сосын Сүлеймен Демирел университетіне мұғалім болып кірдім, тьютор болып, бірінші екінші курсқа маркетингтен сабақ бердім. Сол кезде сол менің алдымда мектепте отырған оқушыларымның деңгейі қандай болды? Тура сол балалар сол деңгеймен университет алдымнан шығады ғой. Тоже ағылшын тіл өте төмен. Сол кезде мен ойладым, біз бір нәрсе жасауымыз керек. Если не я, то кто деген әңгіме ғой. Мен болмасам кім деген. Оның үстіне біз Англияда оқыған кезде мен MBA оқыдым. Сол кезде бізге айтатын, кәсіпкер ол проблеманы шешуші. Кәсіпкер, егер сен мықты кәсіпкер болам десең, сен проблема шеш. Сенің өзіңнің туған жерің болсын, туған ауылың болсын, елің болсын, қалаң болсын, не проблема дейтін. Сен ізде сол проблеманы. Тапта сен сол проблеманы шешкен кезде сен баға жетпес кәсіпкер боласың. Сен проблеманы шешу арқылы сол еліңе, жеріңе қызмет ету арқылы сол проблеманы шешкеннен кейін сенің авторитетің жоғары болады дейтін. Саған ешкім конкурент бола алмайды дейді. Сөйтіп үйретті ғой. Сол мақсатта мен сол ағылшын тілінің балаларының деңгейінің төмен екенін көрдім. Оның үстіне ауылдық жерлер ғой. Ол кезде де пробка бар. Кез келген ата-ана баласын қалаға, мықты центрларға бара алмайды. Ал енді ауылдық жердегі отырған, бір кішкентай кабинетте отырған ұстаздар, ол жаңағы менің баяғыдағы интермедиат, преинтермедиат деңгейдегі мұғалімдер ғой. Вот. Мен өзім де балаларыма сол центр іздедім, өйткені университеттегі студенттерді көрдім де мен шошыдым. Балаларым, менің өзімнің балаларым да ертең өсіп студент болған осы балалар сияқты отыра ма деп. Өзім оқыта алмаймын, өйткені уақытым жоқ. Сөйтіп орталықты іздеген кезде, сондай центр, мұғалімдер іздеген кезде менің түсінгенім, біздің мысалы Қаскелеңнен бастадым. Қаскелеңде сол уақыт 2013 жылы ағылшын тілін әлемдік деңгейде беретін, IELTS-тан жақсы бал алып беретін мұғалімдерді мен таппадым. Себебі кабинеттегі отырғандар, бір кабинет ашып отырған мұғалімдердің деңгейлері өз төмен болды. Енді әркімнің, Марғұлан Сейсенбаев айтады ғой, әркімнің бизнесі өзінің мына ойлау қабілетіндегідей депші, өзінің сознаниясы сияқты депші, өзінің қалай айтсам, ой жүйесі не қарай дамиды деп. Енді мен бір кабинетте отырған сондай мұғалімдерді көрдім, шыны керек. Бірақ сол сөзге дәлелді, барам, сөйлесем, сұрақ қоям, қашады ғой менен. Сұрақыма жауап берем. Енді ондай мұғалімге қалай балаңызды бересіз? Сондықтан да мен осы оқу орталығын ашуға мәжбүр болдым деп айтам. Осы орайда Англияда оқуыңызға оралайықшы, қазір қайтадан келеміз СИЭС-ға. Грант оқыдыңыз ба Англияда? Жоқ, грант оқыған жоқпын. Себебі ол кезде болашаққа жасыратыны жоқ, таныс арқылы түсетін елдер. Либо сенің білімің сондай керемет болу керек. Ақыл оқуға түстім мен. Сіздің ата-анаңыз ол кезде жоқ. Иә, ол кезде енді ата-анам. Қалай шешім қабылдап, қалай жалпы осы Англиядағы Кардиф университетіндегі мезгіліңізді бір қысқаша сипаттап бере аласыз ба? Адамдардың білгенін қалап тұрмын да, маған өзіме де қызық. Қалай сіз ата-анаңыз жаңағы о дүниелік болып кеткен, осындай қайсарлықпен шетелге, Англияға ақыл оқуға түсіп, ол жақта білім алып келу деген екінің бірінің қолынан келмейді. Ол кезде жасыратыны жоқ. Мен неге сендім? Менің сенімім ішімде
бір нәрсе маған айтсам, мен Алла көрсеткен жол шығар деймін. Мен ылғи айтам, өтірік айтпаймын, мен түнгі намазда Алладан тіледім. Маған дұрыс жол көрсетуін тіледім. Енді кез келген адам, ойлаймын, бір шешім қабылдайтын кезде екі жол тұрады да. Екі жол тұрады. Анау адамды сол кезде алып шығатын үміт пен сенім да. Мен мысалға Англияға келіп оқысам, мен енді риск алып тұрдым. Сондай ол кезде өзіміздің отбасымызда да үлкен қарызымыз болды, жолдасымыз екеуміздің. Оны қалай төлейміз деген тағы сұрақ тұрды басымызда. Екі балаңыз бар? Екі баламыз бар. Иә, біреуі 5-те, біреуі 4-те. И мен ол кезде былай ойладым. Ешкіммен ақылдасқан жоқпын, тек жолдасыммен және өзіммен ақылдасып, Алламен сырластым десем қателеспеймін. Бұл енді Алланың бұйыртқаны болды. Өйткені ол кез келген шешімді Алла қалаған кезде сіз дұрыс жол таңдайсыз да. Алла қаламаса бәрібір ол жол болмайтын еді. Алланың қалауы болды. Мен тіледім, Алладан сұрадым, Алла маған жол көрсетті. Бірақ бір ішімде бір сенім болды. Мен ол жаққа барамын. Мен жұмыстан қорқатын адам емеспін. Қара жұмыс болсын, қандай жұмыс болса да, еңбектен қорықпаймын. Ол жақта мен қандай жұмыс болса да, тазалық, үй жинасам да, отель тазаласам да, өйткені мен отель көрдім ғой, 5 жұлдызды отельда горничная болып істеп жүрген қыздарды көрдім. Официанткалық менің опытым болды. Мен өзіме сендім. Мен алып шығатыныма сендім. Жұмыс істеп жүріп, оқуды төлеп оқитынымды. Иә, өйткені айтып тұрмын ғой, мен еңбектен қорықпаймын. Поэтому мен ол жаққа барған кезде сол жаңағы 4 жұмыстаға дейін істейтінмін. Өйткені Англияда виза берген кезде сізге 20 сағат береді жұмыс істеуге аптасына. Ол 20 сағат сіздің төлейтін жеріңізге, қалта жолыңызға, тамағыңызға жетпейді. Сондықтан да мен әр жерден 20 сағаттан алам ғой. Ол жақта енді бір жақсы метро ғой. Метро әлем жердің астында да, жердің астында бір емес 13-15 линия бар қазіргі таңда. Ол кезде 13 линия болатын. Сол бір линиядан бір линияға карта қолыңызда жүгіріп жүріп, бір жерден бір жерге жеткенде сізде жарты сағат болса болды. И жаңағы жарты сағатта жетесіз. Бәрі енді Лондонның орталығындағы отельдердің бәрі. Сол мен отельде жұмыс істеген тәжірибем маған ол жақта оқуымды төлеп, жұмысымды істеп, өзімнің расходтарымды жабуға тура келді. Өте қиын болды. Мен мысалға бір Айсланд деген магазин бар, ол жақта срок өтіп кеткен товарлар сататын. Бір кезде ақшам болмайған кезде мен 10 тал жұмыртқа сатып алып, ол кезде 1 фунт болатын 10 тал жұмыртқа. Сол 10 жұмыртқаны 10 күн жеген уақытым болған. Күніне 1 жұмыртқа. Иә, күніне 1 жұмыртқа жеймін. Қалған уақытта мен осы Қазақстаннан өзім жаңағы денсаулығымда болған жоқ, ол кезде ауырдым. Жаңағы почечный, печеночный дейді ғой, бауырдың шайы, асқазанның шайы деген сияқты, бүйректің шайы дегендер пачка-пачка алып кеткем. Сол шайларды кипятокқа салып, соны ғана ішкен уақыттарым болған. Енді солай оқыдым, бірақ экзамен кезінде жаңа жұмысымның бәрінен шығып кетем. Оқып та үлгерем. Экзамен болады ғой, лекцияға барам. Мен өйткені ол жақта сіз сабақтан қалсаңыз, сіздің визаңызды аннулировать етеді. Сіз 70%-тен төмен қала алмайсыз сабақтан. Сіздің күнделікті сабақтағы белгіленген плюстарыңызды UK иммиграцияға жіберіп отырады да, Англияның иммиграциясына. Егер сізде 70%-тен төмен болса, визаңыз автоматты түрде аннулировать етеді. Сіз сабақтан қалмау керексіз. Сондықтан да сіз сабаққа дана процент сізде ол кезде енді бізде уже видеомен звонок болатын, ол жақта, ал бізде скайпқа шығатын жолдасым. И то компьютерный клубтан ғана шығатын. Ол жақта мен телефоннан уже видеоға шыға беретінмін. Ол жақта дамып кеткен. Ол жақта ол сол кезде дамып кеткен болатын, ал бізде әлі жетпеген болатын сол заман. 2011 жылы. Иә, 2011-12 оқыдым, 2 жыл оқыдым. Сол кезде жаңағы жүгіріп жүріп, жаңағы экзамен кезінде 4 жұмысымнан шығып кетемін түгел. Сосын барамда библиотекада британская British Library деген бар, сол жерге кіріп алып, таңнан кешкеге дейін дайындалам экзаменға. Түнімен ұйықтап дайындаламын сол жерде. Столда отырып талай ұйықтап қалатын, басымды қойып, 1-2 сағат ұйықтап, кофе ішіп аламын да, сосын сабақ эссейлерге дайындаламыз. Кейстар береді ғой жақта. Вот, солай оқыдым. Аллаға шүкір, алған білімімде жаман болған жоқ. Әлі күнге дейін сол жақта профессорларымыз жазып тұрады, Инстаграмнан жаңағы хай деп жаңағы посттарыма плюстарын қойып отырады, лайктарын басып отырады. Қазір байқауымша сіз оқушыларды Америка,
Англияға, әртүрлі мемлекеттерге лагерьге апарасыз, тіл курстарына апарасыз. Осы жаңағы Англияда оқуыңыз себеп болды ма, таныстар? Әрине себеп болды. Өйткені ол жаққа барған кезде айтады ғой, ауылынан шықпаған адамның ақылы ауылынан аспайды деген. Мен ол Англияға шыққан кезде көп ол сол кезде балалардың шетелге шығып жүргенін көрдім. Өзіміздің Қазақстанның да балаларын көрген кезде мен балаларымды көргендей прямо ана балаларды құшақтағым келетін да. Бірақ уақытым болмайтын. Өйткені мен автобуспен жұмысқа кетіп баратам, қазақтың флагтарымен, Қазақстан флагымен көрген кезде түсіп қалғым келетін. Бірақ түсіп қалсам мен сабағымнан қалып қалам ғой. Вот, сондай жұмысымнан қалып қалам. Сондай балаларды көрген кезде мен ойлайтынмын, егер мен аман есен елге жетсем, оқуымды бітірсем, осы нені ашсам, мектебімді ашсам, мен де балаларды алып келем деп. Сол жақта болды идея. Сол жақта идея болды. Иә. Осындай орталық ашам, мектеп ашам. Иә, мектеп ашам деген болды менде. Нақты көрініс пайда болды, иә, нақты идея пайда болды менде. Сосын келгеннен кейін ол жаққа барған кезде сондай компанияларды қарап жүргем өзім. 1-2 компанияның жаңағы несін үлгі ретінде. Иә, үлгі өзіме түртіп қойып жүретінмін. Кейін ол жаққа келгеннен кейін өзімнің бір жұмыста бірге істейтін коллегам бір кісімен кездесіп, осындай бала Англияға баратын екенбіз, бірге апарып келейік деп ұсыныс тастады. Мен с удовольствием келістім. И екеуміз сөйтіп бірінші жылы мектепке қайтып келем ғой мен. Мектепке бітіргеннен кейін өзің жұмыс істеген мектебім, өйткені директорымызбен сондай договор болды менде. Мектепке шақырды мені қайтадан. Мен қайтып келіп Англияда оқып келгеннен кейін мектепке жұмыс істедім. Бәрі таң қалды. Сен Англияда оқып келіп, өзім даже коллегаларым, қалай сен мектепте жұмыс істейсің деп. Мен айтам, енді мектепте ол жұмыс қой. Ол жерде қанша бала бар, қанша тағдыр бар. Сол кезде мен осындай Англияға барам, балаларды апарам дегенде, сол мектептің өзінен 9 ата-ана шығып, маған баламызды апарып келіңізші Англияда деп, ең алғаш 2013 жылы мен 9 баламен Англияға бітірем. 13 жылы мен январда үйге қайтам ғой. 13 жылы январда қайтам. Уже 13 жылы январда мен июльде уже 9 баламен Англияға уже шығам. Языковой центрді ашпай тұрып, тіл мектебін ашпай тұрып. 13 жылдан басталды ма сіздің жаңа триптарыңыз шетелге деген балалармен? Иә. Одан кейін жыл сайын сол жаққа барғаннан сол мектеппен договориться етем, келісемін. Мен жылда бала алып келетін боламын ол мектепке. Ол кісілер маған скидкаларын беретін болады. Енді бизнестағы договор ғой, келісім шарт. Солай келістік. Солай міне ол кісімен уже міне 11 жыл бірге дос болып кеттік, семьялық дос болып кеттік. Ол кісілер 40 жылдықтарын мектептерінің тойлаған кезде мен бізді отбасымызбен жаңағы жолдасымыз екеуміз Дублинға барып, Тринити колледж деген мықты өздерінің колледждары бар, университет деп айтуға, сол жерде бізде үлкен партнерларымен кездесу болды. Сол вечерда болдық, кеште. Өте жақсы өтті. То есть дос болып кеттік ол кісілермен. Өте жақсы кісілер. Қызық, иә. Жолға шық, жол өз апарады сені деген сөз бар ғой. Сіз жаңағы бір қадам жасадыңыз, Англияда оқып, идея келді. Өзі мына жақтан оқушылар жинала қалды. Сондай таныстар пайда болды, сонымен өзі кетіп қалды, иә. Айтып тұрмын ғой жаңағы, Алла тағала жолыңды ашам десе әрекет керек екен да. Менің түсінгенім, енді ол кезде мен өзім отчет берген жоқпын, өйткені проблемам көп болды да. Қазір де жұмысым көп, бірақ десе де отчет берем да өзіме, есеп берем. Мен ана кезде неге ол шешімді қабылдадым, неге мына кезде не істедім, мына кезде неге ол шешім қабылданды. Адам мен адам бекер кездеспейді екен. Сіз бір адаммен кездестіңіз ба, ол адам ертең айналып келіп, түбі ол адаммен тағы бір жерде кездесесіз. Білмеймін, мен өмірім солай болды. Кез келген адаммен өмірімде кездескен, бір жерде тоғысып қалам да. Бір жерде болмаса бір жерде кездесіп қалам. Сондықтан да мен айтам, енді жастар көп қой сіздің оқырмандарыңызда. Кіммен кездессеңіз де жақсы отношение жасаңыз, жақсы қарым-қатынас жасаңыз. Тау мен тау кезікпейді, адам мен адам кезігеді. Ана есікті қатты жаппа деген сөзді мен өте жақсы көремін. Кез келген есікті қатты жабуға болмайды. Кез келген қазір жастар андай алдап кетеді деген сияқты бір-біріне өтірік айтып кетеді деген әңгіме көп та қазір естіп жатамын мен. Бірақ жастарға айтатын кішкентай ақылым, есікті қатты жаппа. Сен бір адамды бүгін алдайсың ба? Ол адам сенің алдыңа бір емес бірнеше рет келеді. Алла тағала өз сол адамды қайта-қайта жібере береді екен саған. Сен ол адам либо сені кешіруге, либо сен ол адамды кешіру керексің да.
олай болмаса болмайды, алдыңнан сол адам шыға береді. Бетің ашық болсын Бетің деген ашық, жүзің ашық болсын. Иә. Қазақтың сөздерінің бәрі, мақалдарының осы бизнес аш дейді ғой, кәсіпкер бол, өзіңді өзің тәрбиелейсің, тәрбиеленесің. Өйткені кәсіпкер деген ол нағыз Құдайға сенетін адам ғой. Өйткені Құдайға сенген адам ғана тәуекел жасай алады, білесіз ба? Ал енді тәуекелшіл адам ол ең бірінші кімге сенеді? Ол Құдайға сенеді да. Ол бір жаратқанға сеніп тәуекел жасайды. Ол тәуекел жасаған кезде Құдайға деген құлшылығы көбейеді да. Я Құдай көмектесші, маған көмектесші деп өзі де айта береді, Құдайдан көмек сұрай береді. Өйткені кәсіпте ең бірінші адамға көмектесетін, бірінші жаңа айтып тұрмын, Алланың қалауы, екінші сенім, үшінші табандылық та. Сол адамда осы үш нәрсе болған кезде бірінші сен Құдайдан 1000 жерден сұрайсың, ол Құдайдан сұрау деген ниет қой. Сенің алғашқы ниетің дұрыс болу керек. Екінші, ниетің дұрыс болғаннан кейін ғана сен Құдайдан сұрай аласың. Екінші, сенім, өзіңнің товарыңа сенім. Ал сен өзіңнің сатқан товарыңа, либо өзіңнің услугыңа сену үшін, қызметіңе сенің білімің болу керек та. Соны ұсына алатын. Өнен кейін жүректен шыққан нәрсе жүрекке барып қонады ғой. Үшінші, ол жаңа табандылық. Осы үш нәрсе ССФУ-дың осыншама жыл жұмыс істеп жатқанына көмектесті. Айтады ғой, жаңағындай, кешірім сұраймын, толықтай бітіре алмадыңыз ғой сөзіңізді. Байығың келсе, саудамен айналыс деген сияқты бір сөздер естіп жатам да. Не үшін сіз дәл осы білім саласындағы бизнесті таңдадыңыз? Мен мысалға бір кісінің кітабынан оқыдым. Кез келген бизнесті таңдаған кезде дейді, сіз ойланыңыз дейді да, сіздің бизнесіңіз humanity бизнес па или anti-humanity бизнес па дейді. Humanity адамгершілікке бағытталған, то есть адамға пайдасы тиетін бизнес та. Екінші anti-humanity қоғамға да, табиғатқа да, адамға да зияны тиетін бизнес. Мен бұл екі примерді анық көрсете аламын. Мысалға, мен таңдаған бизнес ол humanity бизнес, то есть адамгершілікке бағытталған, то есть пайдасы бар адамдарға. Ол адамдардың білімін көтереді, адамдардың болашағына әсер етеді, адамдардың адам болып қалуына әсер ететін бизнес та. Ал енді anti-humanity, мысалы Coca-Cola компаниясын anti-humanity деп айтуға болады. Неге? Себебі оның напитоктың ішінде, судың ішінде ол адамға зиян. Оны ішкен адамда сахарный диабет болады. Оның бутылкасы табиғатта 100 жыл шіриді. Оны качать еткен кезде, мысалы Бангладешта қаншама ауылдар Coca-Colаның компаниясын салған кезде, завод салған кезде, Бангладеш и так өзі 300 миллион халық, мынандай кішкентай жерде қаншама ауыл сусыз қалған ғой. Көрдіңіз ба? Ол бизнестің қай жері humanity да. Ол ақша табады, қанша благотворительностьқа, қайырымдылыққа жұмсаса да, ол бизнестің несі жоқ та, берекесі жоқ болуы мүмкін. Енді мен білмеймін, хотя бүкіл әлемді алып отыр ғой, бірақ десе де оның да бір сұрауы болады-ау деймін да түбінде. Ал енді білім саласын таңдағаным сол болды. Неге? Себебі мен басқа бизнеспен айналыса алмаймын. Мүмкін ресторан ашар едім. Өзім ойлаған баяғыда ресторан ашсам ба деп, осы MBA-ді бітірген кезде теплица ашқым келді. Өйткені теплица ол өте андай прибыльный бизнес дейді да, пайдасы зор бизнес дейді теплица. Менің жобам теплица болған. Бизнес идея іздегендерге алтын сырға. Теплица күшті бизнес. Теплица өте күшті бизнес, окупаемостьқа тез шығатын бизнес, өйткені мен оны фин моделін санағам. Жаңағы жобам сол болды, теплица болды таңдағаным. Сосын фармацевтическая компаниялар өте прибыльный. Фармацевтика, енді оны қазір бәрі біледі ғой. Еврофарма, то есть фармацевтика, сондай бизнестарды біз сондай үлкен кейстарды қарадық қой. Ал енді именно білім саласын таңдаған себебім жаңағы көмектескім келді. Әкем пайдалы болғым келді. Оның үстіне өзімде, мен балаларымды өсіріп келе жаттым ғой, балаларым 2 балам өсіп келе жатты. Туысқанымның балалары бар, мысалға, сол балаларға бір пайдам тисінші деп, халықтың балаларына пайдам тисінші деп осы білім саласын таңдадым. Жаңа айттым ғой, кәсіпті ашатын кезде, бір кәсіпті ашам десеңіз, проблема іздеңіз деп. Бізде проблема іздемейді да, анау жасап жатыр деген
мен де жасаймын. Қанша ақша табуға болады деп қарайды ғой бірінші кезекте. Жоқ, бізде олай қарамайды. Қалай қарайды? Бізде ананың қолынан келіп жатыр ғой, мен де жасай аламын. Ол сияқты одан қай жерім кем. Магазин жүргізіп жатыр ғой, мен де магазин жүргізе аламын. Ол ағылшын тілінен менің ағылшыным бар деп ашады да кәсіпті. Ал енді өйтіп ашпау керек кәсіпті. Кәсіпті ең бірінші проблеманы шешем деп ашу керек та, сол кезде сізге конкурент болмайды. Сіз кәсіп ашам десеңіз, ең бірінші проблема іздеңізші. Мысалға біз Қазақ-Британ халықаралық мектебін аштық. Ол мектепті ашудың себебі неде? Енді ағылшын тілін аштық қой, енді ағылшын тілінен қазір Алматы облысы бойынша соншама филиал жұмыс істеп жатыр. Белгілі бірден қазір IELTS-тан біздің балаларымыз 7-7-де 5 алады. Бұрын CSFU ашылмай тұрып, Американың Flex бағдарламасына облыстан бала өтпейді екен. Өйткені ағылшын тілі деңгейі жетпейді екен. Соңғы біздің 7 жыл, 8 жылда CSFU-ды оқыған жылына жоқ дегенде 2 бала Flex бағдарламасына Америкаға 1 жылға обмен школьников дейді, тегін кетіп жатыр. Ол жетістігіміз біздің. CSFU-дің қанша филиалы бар қазір? Қазіргі таңда CSFU-дің 28 филиалы бар. Несімен артық басқа нелерден не үшін CSFU-ды таңдау керек? Ең бірінші CSFU Алматы облысының периферия дейді ғой, аудан орталықтарында. Тек қана аудандардасыздар, қалада жоқсыздар. Көбіне аудандамыз. Сосын қаланың шетіндегі райондардамыз. Ол жерге көп біздің қазақтардың шоғырланған жері да. Өйткені мысалға қазір мына урбанизацияға байланысты көп ауылдық жерден қазақтар жақсы өмір үшін қалаға көшіп келіп жатыр да. Бірақ қаланың ортасынан үй алып жатқан жоқ қой. Олар өзіңіз байқасаңыз, урбанизацияның несі ғой, қаланың шетінен үй салып, кредит алып, ауылдағы үйлерін сатып, малын сатып келіп, жұмыс істеп, таңнан неге мына қалаға келіп бүкіл пробкалар тіреледі. Қаланың шетінің бәріне үшін пробка. Сол урбанизациядан жұмыс қаланың ортасында. Айлық көбірек төлейтін Алматы. Алматының шетіндегі бүкіл аудан орталықтарынан бүкіл қалаға жұмысқа келеді адам. Базар болсын, барахолка болсын. Ал үйлерінде бала қалып қойып жатыр. Ол сол балаларға тамағын тауып берем, киімін тауып берем деген ата-аналар қалаға жұмысқа кетеді. Күні бойы бала қараусыз деп айтуға болады. Бала білімсіз деп айтуға болады да, отырды, тек мектепке барып келеді. Ал мектептегі білімді өзіңіз білесіз. Қазір ата-ана көп баласына қосымшаға беру керек, егер частный мектепке бермесе. Сондықтан да балаларға біз сол аудан орталықтарынан аштық, қаладан. Өйткені ол балалардың әке-шешесі ауылдан көшіп келіп, әке-шешесі қалаға жұмысқа кеткеннен бала кінәлі емес қой. Олар да қаланың ортасында тұрған балалар сияқты әлемдік деңгейдегі білімді алуға хақылы. Мен сол проблеманы шештім деп айта аламын. Сөйтіп жаңағы аудан орталықтарында сондай деңгей беретін орталықтарды аштым. Керемет. Ол жерде бізде CSFU-ды неге таңдау керек дегенде, CSFU-да келген бала мұғалімсіз қалмайды. Өйткені мұғалімде темір емес ауырып қалады, көшіп кетеді, семейный жағдайлар болып қалады. Орнына міндетті түрде басқа мұғалім келеді. То есть сабаққа келді ма, сабақ өтті сол күні. Бірінші. Екінші, бізде программа бар, кітаптар дұрыс таңдалған. Соның арқасында бізде қазір сол CSFU-дің оқушыларынан IELTS-тан 7-де 5 алып жатқан балалар бар. Сол байқаймын, 7-де 5 тіпті 8-де бар. 8-де бар, 8 IELTS алу деген, ол әрбір оқу орталықтары мұндай деңгейге жеткізе алмайды. Сіздерде яғни мұғалімдер мықты болып тұр ғой. Мұғалімдерді тіпті қазір негізі жастар негізі көбінесе қаланың орталығына жұмыс істегісі келеді. Сырт жаққа көп енді барғысы келмейді. Бірақ сіз қалай сондай мықты мұғалімдерді ұстап отырсыз? Сыртқы жақта және осындай деңгейге жеткізе алатын білімі жоғары мұғалімдер. Білімі бар мұғалімнің еңбегін жемеймін мен. Ол кісілер менде CSFU-ға партнер ретінде, бизнесқа партнер ретінде келеді. Ол кісілерге доходтан 50% төлеймін мен. Жалпы бизнестің доходынан, айлықтан бөлек. Айлықтан бөлек, 50% алады. Ол кісілерге неге олай жасаймын? Себебі ол кісілер де сол білімге жету, балаға 7-де 5-8 IELTS-қа жеткізу үшін де ол кісілер кезінде еңбектенді ғой. Ол кісілер білім алды ғой. Сондықтан да мен ол кісілердің еңбегін жемеймін.
и ол кісілерге уақытында жаңағы ақысын, еңбек ақысын беруге тырысамын. Менің ең алғашқы осы бизнесті бастайтын кезде болсын, бизнесті жүргізіп жатқан кезде де менің принциптарым бар. Ол принцип еңбек ақы жемеу. Біріншіден. Екіншіден, мен осы ССФУ-дің 10 жылдың ішінде жұмыстан кет деп көрген жоқпын ешкімге. Адамдар өздері кетеді. Неге? Себебі біздің требование жоғары. Біз ең бірінші адамнан, мұғалімдерден нені сұраймыз? Адамгершілікті сұраймыз. Адамгершілігі бар ұстаз, ол ертең жаңағы жауапкершілікті де сапаны да береді. Ал адамгершілік, адами қасиеті жоқ ұстаздар, олар бір күнде бізде тұрмайды. Ал енді адамгершілігі болғаннан кейін, біз ол кісінің еңбек ақысын уақытында төлеп отырғаннан кейін, ол кісі өз ойланады да, мен қалаға барып, қаладан, жолдан, пробкадан энергиямды құртып, пробкамен шаршағанша, мен осы жерде сол қалада тапқан ақшамды таба аламын ғой деген мақсатпен, даже қалада тұрған ұстаздарымыз, жаңағы біздің перифериядағы Талғар болсын, Истік болсын, Қаскелең болсын, көшіп кеткен мұғалімдеріміз бар. Мұғалімдердің деңгейін қалай анықтайсыздар? Мұғалімдердің деңгейі өзіміздің этаптар бар. Анықтау үшін ең бірінші біз мұғалімден өзінің білімін дәлелдейтін тест аламыз. Ағылшын тіліне. Ағылшын тілінің деңгейін көрсеткеннен кейін біз ол кісілерден демонстративный урок дейді. Соны көреміз. Ол жерде біз баламен қаншалықты связь бар, баламен қаншалықты контакт жасай алады, баланы қаншалықты өзіне қарата алады, балаға жүрегінен орын таба ала ма, соны байқаймыз демонстративный урокта. Үшінші рет уже собеседование. Собеседование кезінде біз ол мұғалімнен жаңағы адамгершілігі жайлы, өмірдегі мақсаты жайлы, миссиясы жайлы, қандай жоспарлары бар, отбасылық жағдайы қандай, болашақтағы жоспары қандай деген сияқты көп мәселелерді собеседованияда біз сөйлесіп басын ашып аламыз. Енді біз жылда ССФУ-дің бір ерекшелігі, біз жылда білім күш деген олимпиада өткіземіз. Ол олимпиаданы өткізу мақсатымыз, ол ең біріншіден, бұның негізі бизнеста болған кезде, шешім қабылдаған кезде, сіз бірақ түйінді ойласаңыз, бірақ сіздің проблемаңыз шешетін решение қабылдасаңыз, онда сіздің ұтылғаныңыз. Сіз кез келген кәсіпкер дальновидный болу керек та, то есть ана стенаның ар жағын көре алу керек. А ол стенаның ар жағын көре алып, примерно бір жоба жасау үшін ол адамға білім керек тағы да кәсіпкерге. Сондықтан да кәсіпкерлер көп тренингтарға, көп кітап оқиды, дамиды да. Сол нәрсені алу үшін, жаңағы дальновидность болу үшін. Жетілдіру үшін, иә. Енді біз бұл олимпиаданы өткізу мақсатымыз, мен ол жерде екі проблеманы шешем. Біріншіден ол балаға мотивация. Біз енді олимпиадада осы уақытқа дейін балаларды тегін Англияға апарып жүрдік. Кейін ковидтан кейін біз уже миллион теңге, биылғы біздің фондымыз 3 миллион 600 болды, олимпиаданың фонды. Біз оны не үшін жасадық? Бірінші жаңағы айттым ғой, балаға мотивация ол. Кез келген адамға қазір мына мотивация деген сөз шықты ғой. Енді онсыз болмайды деп ойлаймын. Өзіме де мотивация иногда керек. Сондықтан да балаға точка А-ны өз точка А-ны тест алды ғой бізден. Тест алған кезде өз точка А-сын біледі. Точка Б ол олимпиададан жеңу, не болмас IELTS-тан 7-5 алу, жетістік көрсетесіз да, картамен болашағын көрсетесіз. Вот олимпиададан сен жеңсең, қалмай сабақтан білім алсаң, сен олимпиададан осыншама гран-при 1 миллион теңге, болмаса 500 мың теңге. Сондай сыйақылар бересіз. Сондай сыйақылар береміз. Сол кезде бала ол точкаға жету үшін еңбектенеді да. Өйткені карта бойынша ол сызылып тұр да, оған көрсетіліп тұр, міне точка Б деп. Ал енді екінші біздің ол олимпиаданы өткізу мақсатымыз, біз мұғалімнің деңгейін көреміз. Біз енді сабаққа жібергеннен кейін 28 филиалды біз физически сабаққа қатысып мұғалімдерді үлгермейміз да. Сондықтан да, бірақ олимпиада алған кезде әр баланың жұмысы арқылы, мен сол жұмыстар мен алдым алып келеді, менің қасымда методисттарым бар. Біз мұғалімдердің қаншалық сабақ бергенін көреміз. Егер олимпиаданың жұмысынан 50%-тен төмен бір мұғалімде
5 оқушы или болмаса 3 оқушыдан жоғары болатын болса, ол мұғалім бізде красный зонаға түседі. Ол красная зона деген біз ол мұғалімге айлық көтермейміз. Демек мұғалімнің подача жоқ. Мұғалім бізде біз ана 3 деңгейден өткеннен кейін де, сабаққа барғаннан кейін оған какой-то мотивация жетпеуі мүмкін мұғалімге. Либо бір нәрсе әсер етуі мүмкін. Біз ол мұғалімді тет на тет неге шақырамыз, қайтадан собеседование, то есть кездесуге шақырамыз. Сол кездесуде біз сұраймыз, не үшін бала 50%-тен төмен алып отыр. То есть мұғалімнің сабаққа қаншалықты подачасы бар, соны көріп аламын мен. Сол тест арқылы анық болады. Сол кезде мұғалім, мысалы зеленая зона дейді, ол 50%-тен төмен емес. То есть балаларының бәрі 50%-тен жоғары. Демек ол мұғалім 100% сабағын жақсы беріп жүр деген сөз. Өйткені группада бала аз ғой. Мен айтам, енді редко өте жиі болады қабілеті төмен бала. Ақша төлеп оқып жүргеннен кейін кез келген бала, мына ауылдық жердегі, қаланың шетіндегі ата-анасы таңнан кешке еңбектеніп жүргеннен кейін ол ақшаны бізге әкеп төлеп отыр ғой. Кез келген бала ұмтылады да. Мен бала ата-анамды қуантуым керек. Мен ата-анама результатымды көрсетуім керек деп. Егер сөйтіп ұмтылып келген баланы мұғалім бетінен қағып, біздің орталықта ақша алып отыр, дұрыс сабақ бермесе, значит ол біздің мұғалім емес. Сондықтан да егер мұғалім 50%-тен төмен көрсетіп ақтала алмаса, бізге доказательство болмаса, біз ол мұғалімнің зарплатасын көтермейміз, жаңағындай жұмыстан добровольно кетеді. Вот. Сол мақсатта біз олимпиаданы өткізудің екі мақсаты ғой сол. Екі біз жаңағы біздің точкамызды, екі мәселені шеше аламыз. Күшті. Осы уақытқа дейін жаңағы ауылдық жерлерде, ол көбінесе ауылдық жерлерден сіздің орталығыңыздан жақсы көрсеткіш алып шетелге түскен оқушылар бар ма? Кейстер. Өте көп. Көп па? Өте көп. Флексқа, мысалға, Истіктан бір қызымды айта аламын, қазір енді есіме түсірдім, Истіктағы қызымыз флексті бітіріп келді, кимэпті оқиды. Иә. Одан бөлек енді ең төмен деген кезде жылда университеттер, мына КБТУ болсын, UIB болсын, кимэпті енді точно айта алмаймын, Сүлеймен Демирел университеттері енді мықты деген. Олар жылда ағылшын тілінен тест өткізеді да. Егер тесттен сіз жоғары балл алсаңыз, например, 45 балл, сіз грантқа түсесіз. Ал сол университеттарға, енді ауылдың балалары болып олар тіркеледі ғой, оларға сондай мүмкіндік береді. Ал енді бізден сондай көп балаларымыз грантқа ілініп кетті, ағылшын тілінен тест тапсырып. Мен оған өте қуаныштымын. Мен всегда айтам, мұғалімдеріме де біздің компаниядағы әрбір біздің әріптесіміз біледі. Әр баланың жетістігі, ол біздің жетістігіміз да. И мен соны требовать етем, сол нәрсені. Кез келген бала, мысалға мен ерте көңілсіз тұрсам, чатты ашам, сол жерде бүгін біздің баламыз осындай бір республиканский олимпиададан орын алды. Мен сол күн настроением керемет болып жүрді. Өйткені менің тауып атқан ақшамның адал екенін түсінем да. Өйткені ол ақша маған сіңімді. Себебі балалардан результат бар. Мен ана мұғалімді алған кезде, мен балаларды ССФУ-ға шақырам оқуға деген кезде, ол бала маған келді ма, ол бала автоматически менің жауапкершілігімде деп түсінем. Ол таки есть менің жауапкершілігімде, ол баланы либо шынымен де ағылшын тілінен 20 000 теңге төлесе де, 15 000 төлесе де, ол ата-анасының адал ақшасы ғой, адал тауып жүрген ақшасы. Ол ақша маған сіңу үшін мен адалынан қызмет көрсетуім керек. И мен осы нәрсені каждый мұғалімге айтып отырамын, әріптесіме, каждый біздегі директорымыз болсын центрлардың, менің қасымдағы әріптестерім, офистағы бухгалтерім болсын, даже пол жуатын апайларымызға дейін сол нәрсені біледі. Что біз ақша бізге сіңу үшін біз адал қызмет етуіміз керек. Ата-ана 20 000 теңге маған төледі ма, айына бізге ССФУ-ға мұғалімдерге айтамын, сіздер 60 000 теңгеге білім бересіздер. Екі есе деп требовать етемін мен. Күшті. Көптеген, мен өзім білім саласынан алшақ емеспін, жалпы көптеген маркетинг бөлімдері болсын, нем бар, хабарым бар да. Және кейбір бизнестер болады сондай, бізге ақшасы бар клиенттер керек деген сияқты. Содан кейін сіздің жаңағы кәсіптеріңізге қарап, шынымды айтсам, өте қатты қуанып отырмын. Рахмет. Көп болсын сондай орталықтарыңыз Қазақстан түкпір-түкпірінде ашылуын тілеймін. Енді біз қазір жақсы жақтарын айтып жатырмыз ғой. Қандай қиындықтар болды осы жаңағы ССФУ 10 жылдан асты, 12 жыл дедіңіз бе? Ұзақ уақыт бойы қалай ол жабылып қалған жоқ деймін, да? Қандай қиындықтар болды? Көптеген мысалы
білім беру орталықтары ашылады, жабылып қалады, мысалы жүрмей қалады, сондай бір нелері бар, нюанстары бар. Сіздің орталықтың сыры не жалпы? Қандай қиындықтары бар и оны қалай сіз жеңе білдіңіз? Енді бізде қазіргі таңда біздің барлық орталықтардың бәрі арендадамыз. Көбінесе біз сияқты бизнестарды жабуға тура келетін мәселе ол аренда мәселесі ғой. Арендаторлардың аренданы көтеруі. Себепсіз көтеріп жіберетін арендаторлар бар. Мысалға бір жылы сіз 300 мың теңгеге арендаға отырсаңыз, енді оны бірден 600 мың, либо бірден 500 мыңға көтеріп тастайтын, бірден жаңаға үлкен сума қойып тастайтын біздің арендаторлар бар да, арендодательдер. Сол кезде біз жабылып қалатын момент болады. Немесе бізді қуып шығатын арендодательдер бар. Шыққан кезде болды ма? Болды. Біз енді квартирантпыз ғой, былай айтқан кезде. Енді бір жағдай болған, есімде бізде Малайзиядан бір үлкен партнерлар келе жатты. Олар Қазақстанға алғаш рет келе жатты да, и біз ол кісілерге, менің ойымда, енді мен оны барып акиматқа айтпаймын ғой, өйткені акиматтың өзінің жұмысы бар, ойбай Қазақстан авторитет деп бізге келе жатқандықтан, біз қалай болса да біздің елдің авторитетін түсірмеу керек болды да. Сол кезде біз бір жаңа офис аштық. Бізде енді сондай срочно болып қалды. Біз енді договорды бердік сол арендодательға. Бірден түнімен жүріп, жаңағы стенасын гипсокартонын қойдық, кабинеттерді бөлдік, ішін краскіледік, парталарымызды әкеп қойдық, ананың ішін әбден декорация жасадық. Өтірік айтпай ақ қояйын, бір 5 күннің ішінде жаңағы офисіміз дайын болды. Енді біз барымызды салдық та, сол күні таңертең сағат о кісілер 10-да келу керек болды, малайзиялық партнерлар. Біз таңертең 7-де сол жаққа орындық тасып жүрдік қой. Сөйтіп орындықта тасып жүрген кезде менің бір коллегам байқамай главный есіктен шығып қойған ғой. Енді соны сол бізге арендаға беріп отырған кісі соны көре алмай, енді біз дайындалып, о жерде әншілерді шақырып та жібердік. Енді ана презентациямыз күшті болып өтті да. Малайзиялықтар өте таң қалып, риза болып, бізбен договор подписать ететін болып, ол енді болашақ балалардың Малайзияға баруына, сол жақтан жаңағы олимпиадаларға қатысуға жол ашайық деп отырмыз. Олар да біз сияқты бизнесмен болды. Олардың да сол жақта біз сияқты орталықтары бар, бірақ олар международный деңгейде ары қарай Индиямен, Япониямен, Сингапурмен жұмыс істейді екен да. Біз сол потокқа кіруіміз керек болды ғой. Енді балаларға, қазақ балаларына ол мүмкіндік болғаннан кейін біз ол кісілерді бар жан тәнімізбен күтіп аламыз ғой. Әбден ол кісілер кетті, шығарып салдық, қонақ қылдық, ертесі күні ерте кесек, жаңағы маған арендаға беріп отырған кісі шық дейді ғой маған. Дәл қазір деймін. Дәл қазір шық дейді. Мен айтам, мен енді договорға енді мен жаңа жүгіріп жүріп қол қоюды ұмытып кеткем ғой, беріп қойғам, бірақ қол қоймағам. Задатығында беріп қойғам. Мен айтам, не себеп? Біз енді осы жерде жұмысымызды бастауымыз керек қой, біз сізбен келістік қой. Кеше сенің қызың главный офистан шық, главный входта мен рұқсат бермей шықты дейді. Бір бар причина сол болып тұр ғой. Мен таңғалдым. Мен қатты таңғалдым. Мен не істерімді білмедім. Ана жерде не жыларымды, не күлерімді білмедім. Партамызды шығарып тастадық далаға. Шығарып тастады. Қазір кет деді. Қазір прямо дәл қазір кет. Баратын жеріміз жоқ. Кеше ғана ремонт біткен. Содан жаңағы парталарымыздың бәрін далаға шығардық та, прямо саған жарты сағат деді, әтпесе бір затыңды ала алмайсың деді. Жаңағын енді мен ондай адаммен сөз талқыласуға, сотқа беруге, шыны керек, 10 жылда мен біреуді сотқа беріп көрген жоқпын. Неге? Себебі мен олармен ондай адамдардың деңгейіне түскім келмейді. Біріншіден, сот деген мен үшін ең қалай айтсам, ең қиын зат та, өйткені мен оған кеткен энергиямды сөзбен жарысып, жаңағы соттасып тұрған энергиямды одан да мен дамуға жұмсайыншы деймін да. Оның бәрі энергияға адамдарды қатартатын нәрсе. Адам тірі ма, адам аман ба, болды. Ары қарай дүние ол табылады, ақша табылады менің принципімде. Поэтому мен ешкімді сотқа бермеймін. Егер жолымды қиды ма, өмір бумеранг дегенге сенемін. Алла тағала ол бәрібір өмір бәрібір оны алдына келтіреді да. Ол талай ситуация алдымнан өткен. Сондықтан да мен парталарымды алып шықтым, үстінде отырдым. Не істеймін? Ана офисқа звондаймын, алдында іздеген кезде біз әртүрлі партаның үстінде, көшенің бойында, қасымда Арай деген қызым бар, екеуміз отырмыз. Не істейміз, Арайка? Жаңағы кеше главный входтан
түсіп шыққан қызым ғой. Сен кінәлісің деймін, ол қызым күледі, апай мен енді қалжыңдап отырмыз ғой. Сөйтіп отырдық партаның үстінде, содан кейін бір әйтеуір офис тауып сол жаққа партамызды тасыған кезіміз болды. Бірақ менде принципқа кететін нәрсем бар. Ол кезде жаңағы сол бір күн ғана бұрын қойылған стенаны бұзып алып кеттік. Мен жаңағы жұмыскер Өзбекстаннан келген бір бауырымыз болып кеткен бір ініміз бар. Сол балаға айтамын ғой, стену поставил, теперь убери деймін ғой. Вы что дейді, қалай мен ол стенаны аламын дейді. Кеше ғана ғой, мен даже еңбегім жалко ана жерге дейді. Сіз айтқасын, мен 3 күн ұйықтамай сол стенаны қойып беріп едім ғой сізге дейді. 3 күн қойдың ба? Енді 3 минутта алып тастайсың деймін. Сөйтіп жаңағы кабинеттерге бөлген стенаның бәрін гипсокартон бытшытын шығарып бұзып алып тастаған болды. Мен жүрегім ауырды, сол кезде ауырып қалдым мен. Сондай кезде біздің бизнес жабылып жатады. Мысалға үлкен 80-дегі қарияның тағы бір ситуацияны айтайын. 80 жастағы қарияның бізге зияндық жасағаны бар, балаларға зияндық жасағаны бар. Ауылдық жерде біз жаңағы жұмыс істеп отырмыз, ол кісімен договорымызда бар. Чумалғанда. Ол кісі айтады да, маған дейді бір аудиториян керек маған. Либо сен ол аудиторияға 250 мың шатаспасам төле дейді, то дополнительно. Либо сен жаңағы ол аудиторияны маған бер дейді. Есептеп қарасақ, ол жерде бізде 200 бала оқитын. Есептеп қарасақ, бір кабинетті берсек, қысыламыз, но отыруға болады. Сіз оны не істейсіз деп енді өзінің зданиясы болғаннан кейін беруге тура келді ғой. Сөйтсем ол кісі ол жерге столовый ашқысы келген ғой. Сөйтіп бір күні келсек, апай келіңізші деп администратор жылайды. Келсек, жаңағы аудиторияға кәдімгі пирожки пісіретін жер ашып қойған. И балалар сабақ оқып отыр, ана пирожкидің майдың иісі бүкіл зданияны алып тұр. Онымен қоймай, продукт әкелгеннен кейін ана ескі зданияға крыса шыққан ғой. Енді ондай жерде қалай баланы оқытасыз? Қатты қиналдық. Мен жыладым ана жерде отырып, мынау не деген сұмдық, мен не істеймін, шешу керек болды. 200 бала жалко, жаппауым керек, не істеуім керек. Бардым да, Чумалғаннан жаңағы арендаға здание табылмайды. Сол күні бойы жүрдім аралап. Онан кейін қарасам, бір үй сатылады деп тұр екен. Сол үйге кірдім да, мына үй неше бағасы десем, бағасын айтты. Содан кейін мен бардым да, кредит алайын дедім, шештім сол үйді алуға, бірақ залог жоқ менде кредит алуға. Сосын мен хозяинға келдім да қайтайын, мен бала оқытып жатырмын, осындай қиын ситуация, бірақ менде 5 миллион теңгем бар, мен сізге 5 миллион теңге берейін, сіз маған үйді аударып беріңізші, мен сіздің үйіңізді залогқа қоям да, маған аударған сізге ақшаны әкеп берем, 200 балам далада қалайын деп тұр дедім. Ол кісі, енді ауданда сіз неше жыл жұмыс істеп отырсыз, мен сізге сенем, білім саласында жүрсіз ғой, мен ол кісіге рахмет айтам, маған сенді, 5 миллион теңгеге маған басын аударып берді ана үйді. Бардым да, кредитқа қойдым да, залогқа ақшаны алып келдім да, жаңағы үйді сатып алдық да, 3 күннің ішінде жаңағы зданиядан көшіп кеттік. Сенсеңіз. Вот сондай жағдайлар бизнеста болып тұрады да, сіз прямо кардинально, моментально решение, шешім қабылдау керексіз. Бәрі сыртынан сондай бір, біз нәтижесін ғана көреміз ғой негізі. Сондай көрінгенімен оңай нәрсе сияқты барлығы ашқысы келіп сондай ұмтылады да. Осындай нюанстарын көрген кезде мүмкін жаңағы ойлануға тұрарлық нәрсе деп ойлаймын. Кез келген бизнес ол оңай бизнес емес. Мысалы, сізді қарап жатырмын, кредит алып деп, залогқа қойып деп айтып жатырсыз да. Көбінесе білім саласындағы бизнес, жалпы бизнесмендердің артық ақшасына ашылады. Менің байқауымша. Мысалы, қосымша әйтеуір жүріп тұрсын, немесе бір пайда келетін бизнес, бұл қазір жаңағындай білім беру деген сияқты пайда ойлап ашылады да. Бірақ мына жақта жаңағындай ешқандай артық ақшаңыз жоқ, тіпті залог қойып кредит алам деп жатырсыз да. Жалпы білім саласындағы осындай артық ақшаға салатын білім орталықтары немесе мектептерге қандай баға бересіз Қазақстанда? Білесіз ба, әр кім өзінің білетін нәрсесімен айналысу керек деп ойлаймын да. Сіз білесіз ба, мен мысалға сауда саттықтан, мен ана Қытайдан алып кеп товарды сата салып тыныш отыратын адамдарға шыны керек қызығам. Бірақ мен қолымнан келмейді ол. Мен ол салаға кіріп, мен оны изучать етіп, ары қарай сол товар сатып кету үшін менің біраз өмірім кетіп қалуы мүмкін да. Ал енді білім саласында бұның бір жақсысы бизнес баланың дамуы ғой.
сіз ана көзіңіздің алдыңыздағы баланың дамып жатқанын көрген кезде сіз бұл бизнестен артқа кете алмайсыз. Енді артық ақшаға деп жатсыз, ондайлар өте көп. Ондайлар артық ақша табам білім саласынан деп, ондай бизнестер жүрмей қалып та жатыр ғой. Ондай бизнестер жолда қалып та жатыр. То есть баланы жарты жолдан қалдыру ол. Баланы аяғына дейін жеткізбеу. Біздің 28 орталықтың бәрі бізге соншалықты пайда келіп тұрған жоқ. Бізде оның ішінде біраз орталықтарымыз минусқа жұмыс істеп жатыр. Біз сол жерде оқып жатқан балаға жанымыз ашиды. Өйткені ол бала жарты жолдан қалып қалады. Менің бұл сөзімнің өтірік емес екенін дәлелі менің кез келген қасымда жүрген қыздарым айта алады да. Апай жабайық минусқа. Мен айтамын, балалар обал ғой. Біз оны бастаттық қой аяғына дейін жеткізу. Ол баланы аяғына жеткізгенше тағы бір бала келіп отырып алады да. Оны жеткізіп, сөйтіп біз кейбір орталықтарымызды неше жылдан бері минуста ұстап келе жатырмыз. Сүйреп келесіздер. Сүйреп келе жатырмыз. Неге? Себебі балаларға обал. Енді біздің SES4U'дың 10 жыл жұмыс істеуінің сыры сол деп ойлаймын да. Біз ана балаға жанымыз ашып жүре береміз. Мен миллионер болып кеткен жоқпын, елдер ойласа 10 жылда Айгүл миллионер болды десе қателеседі. Себебі мен талай алтынымды залыққа өткізіп аренда төлеген кезім болды. Процентке ақша төлеп те аренда төлеген кезім болды. Себебі сол жердегі балаларға жаным ашыды. Мүмкін менің бұл қабілетімді анау холодный расчетта бизнеста жүрген адамдар түсінбейтін шығар. Бірақ мен ертең ешкім тапқан ақшасын, дүниесін о дүниеге алып кетпейді да. Ешкім. Сондықтан да алып кеткен адам болса, маған көрсетсінші сол адамды деймін да. Мен де сондай болып көрейін. Бірақ бұл бизнестағы менің тапқан ақшамның бәрі сол халықтың баласының біліміне орталық ашуға кетті. Және енді әрине өзім балаларыма да приоритетті мен білім деймін да, балаларымды оқытып жатырмын. Тапқан ақшамды. Шетелде оқиды. Өйткені өздерінің таңдауы сол болды. Біріншіден, енді мен балаларымды жұмыс деп өзімнің балаларыма да көп моральдық зиянымды тигіздім деп ойлаймын. Себебі мама ретінде махаббатымды көп бере алмадым. Ең менің больной жерім сол. Себебі үйде болмаймын, кешке шейін жұмыс деп. Бірақ қызым айтты, мама, менің кішкентай кезімдегі моменттерді айта аласыз ба дегенде айта алмаймын. Мама, біз сізді құшақтап, бір күн құшақтап отыра алмадық қой деген кезде, мен әлгі Англияға оқуға барып тастап кетіп баратқан кезде, қызым жылаған кезде мен 11 сағат жылап келдім Англияда. Менің фотоларым бар, сол кезде жылап тұрған фотоларым, өзім фотоға түсіргенмін. Түрім жаман. Неге? Себебі мен шынымен де балаларыма махаббатымды бере алмадым. Сондықтан да қазір сол пробелімді жабу үшін балаларыма таңдаған оқуларыңа оқыңдар дедім. Таңдаған оқуларымды оқып жатыр. Сол мен бір үлкен бір коттеджде тұрмаймын. Жолдасым военный. Сол берген мемлекеттің выплатасы төлеген ақшасына алған квартирамызда тұрамыз. Маған дүние бір құндылық емес. Әркімнің өзінің құндылығы бар ғой. Маған бір үлкен үйде тұру құндылық емес. Маған бір анандай Мерседесте бүйтіп жүру құндылық емес. Неге? Себебі оның бәрін мен о дүниеге алып кетпей. Ол дүниенің рахаты шығар, елдер сол үшін дүние үшін жұмыс істейтін шығар. Бірақ менің құндылығым басқа деп айта аламын. Ертең о дүниеге өліп бара жатқан кезде, кетіп бара жатқан кезде, мен өзімнің өмірімді көз алдыма бір елестеткен кезде, мен ұялғым келмейді ешкімнен. Мен мынаның ақысын жептім ғой, болмаса мен мынаны ренжітіптім ғой, мен мына жерде дұрыс жасамаптым ғой деп өкінгім келмейді. Сондықтан да мен дұрыс жолым осы білім саласын аяғына дейін шамам келгенше ешкімге ешқандай міндет қылмай. Қазір көп адам міндет қылып жатады ғой. Мысалға көп балалы аналар, мен де көп балалымын деп, енді әрине мемлекеттен ақша сұрап жатады деген сияқты. Бірақ баланы біз өзіміз үшін дүниеге әкелеміз ғой деймін да. Сондықтан да мен ондай міндеттерді өзім ұнатпаймын. Ешкімге міндет қылғым келмейді. Өз өмірім, өзім болашағым. SES4U'дан бөлек 1 жыл болды. Қазақ-Британ QBIS мектебін аштыңыз. Инновациялық мектеп деп, Сол туралы айтып беріңізші, оған қалай шешім қабылдадыңыз? Жаңағы әкеңіздің дәні себеп болып тұр ғой, әкемнің дәні себеп болды. Қазақ-Британ мектебін халықаралық деп ашқан себебім, жаңағы облыста мектеп жоқ, халықаралық. Оның үстіне көп ата-аналарымыз сұрады. Мектеп ашыңызшы деп.
көрген ата-анам сұрап кеткеннен кейін осы мектепті ашуға тура келді. Ата-аналардың сұрауымен, негізі ССФУ-дың да филиалдары былай өзім барып ашқан емеспін. Ата-аналар сұрап, мына жақта туысым бар, мына жақта осындай ССФУ жоқ, ашыңызшы деп. Кейбір ата-аналар даже маған здание тауып береді ғой, арендаға. Именно ССФУ-да, Қазақ-Британ мектебі де сол халықтың сұрауымен ашылды Қаскелеңде. Енді қазір бізден Ұзынағаштан сұрап жатыр, Талғардан ашыңызшы деген ата-ана өте көп жазып жатады, личкаға шығып жатады. Оған шамам келмей жатыр. Жаңа айттым ғой, банктар кредит бермей жатыр. Залогта бітті. Залогым бітті. Кредитім көбейіп кетті. Ондай мектептер, мысалы, сіздікі халықаралық мектеп, Британ, ағылшынша болады сабақтар. Осындай білім жүйесі қаланың орталығында көбінесе ашылады да, себебі оған төлеуге мұршасы келетін, жағдай келетін бай семьялар қаланың ортасында. Сол бай адамдар шоғырланған жерде мектеп ашуға ұмтылады. Сіздің неңіз жаңағы контингент бөлек деп айтсам бола ма, сіздің мектеп орналасқан жер ондай бір жаңағындай ол сумманы төлей алатындай емес па деп ойлаймын да. Ол жағынан сіз қарап көрген жоқсыз ба ашқан кезде? Негізі әлде қандай бір приоритет қойдыңыз ашатын кезде? Былай ғой, мен тәуекелшіл адаммын ғой. Тәуекелді өте жақсы көремін. Рискті өте жақсы көремін. Байқалып тұр. Енді бұл мектепті ашқан себебім, бізде Қаскелеңде төлей алатын ата-ана өте көп, бірақ приоритет қоймайды да білімге. Құндылықтар бөлек. Мен сол адамдарды, сол ата-аналарды өзгерткім келеді десем болады. Приоритет білімге салса деймін да. Себебі бұл мектепті ашқан кезде де жаңағы төлей алатын ата-аналар келді, түсінген ата-аналар, түсінбей жүрген ата-ана қаншама. Қазіргі таңда халықаралық, алла қаласа 2 жыл мектебіміз жұмыс істеу керек халықаралық деңгей алу үшін. Енді біз 2 жыл басқа атпен, 2 жылдан кейін басқа атпен жұмыс істей алмаймыз ғой. Сондықтан да халықаралық деңгейді алғаннан кейін әрине оқу ақысы қымбаттайды. Себебі оқу ақысын жаңа Кембридж системасын, Кембридж программасын ұстап тұруда оңай емес ол мектептің. Оғанға дейін біздің Қаскелеңнің ата-аналары өседі деген ниеттемін, өседі деген үміттемін. Сондықтан да ашқан кезде мен сол ата-аналарға, түсінетін ата-аналарға ашылды бұл мектеп. Түсінбейтін ата-аналар уақыт өте түсінеді да. Адам жыл өткен сайын қазір интернеттің күшімен дамып жатыр. Интернеттегі контенттармен дамып жатыр. Бұрын адамдар кітап оқыса, қазір көп адам контент арқылы дамиды да. Мысалы интернеттен Инстаграмға кіру, Ютубқа кіреді да, әртүрлі психологтар тыңдайды, әртүрлі спикерлар, мотивационный речьтар дейді, сөйлемдер, сөздер тыңдайды. Сөйтіп адам өзін өзі өзгерте алады да қазір. Қазір кез келген адам өзі-өзіне психолог бола алатын заман, өзі-өзіне мотивация бере алатын заман, өйткені таңдаған контентіне байланысты. Либо сен таңдаған контентіңе қарай өсесің, дамисың, білім аласың, либо сен контент отырып жаңағы елдің инстаграмдағы көйлегін, елдің шашын, елдің сөзін мысалға қарап отырып сен сол деңгейде қалып қоясың деген заман ғой. Интернет қазір бізге өте көп мүмкіндік беріп жатыр да. Сол мүмкіндікті пайдалану керек деймін. Енді сол интернет арқылы біздің ауылдың ата-аналары дамыса, бұндай мектеп біздің жағымыздан қалай кішкене бюджет ақшамыз болады, біз мектепке сала береміз, мектеп аша береміз. Өйткені мен білімнің адамын дедім ғой, білім саласында қанша жыл жүрмін. Мен өзімнің тәжірибемді ары қарай дамытып, ары қарай осы мектепке сала беремін. Негіз Қазақ-Британ мектебі қалай ашылды дегенде, мен бұл мектепті ашам деп дайындалғаныма 2 жыл. Әне ашам, міне ашам, бірақ маған бір какой-то бір идея керек болды. Сондықтан да мен Америкаға барып 8 мектепті аралап келдім. Частный, государственный дейді, мемлекеттік. Южная Корея, Сеулдағы 8 мектепті аралап келдім. Ашатын кезде, чтобы менде визуализация дейді ғой адамда қазір. Ашудан бұрын адам көру керек. Адам көру керек, сезіну керек. Мен мысалға мына стол деп интернеттен көре алғанша, мен офлайнның адаммын, мен онлайннан бүйтіп көрмей заказ бере салған кезім болған емес. Мен көруім керек, ұстауым керек, магазинің бар ма деймін, барып көріп ұстап алам да. Енді біз сол заманның адамдарымыз ғой.
Сондықтан да менде де сол ұстап көру үшін енді мен бірден ашам деген кезде мен халықаралық мектеп ашам деп өзіме жоспар қойғаннан кейін планка қойған бірден қойғаннан кейін маған сондай шетелдегі дамыған елдің білім саласын көру керек болды. Болашақта ойымда Финляндияны көріп келу, Японияны көріп келу. Енді біздің Қазақ-Британ мектебінде сол Корея мен Американың бір фишкаларын енгіздім мен. Зданияның несі болсын, ішіндегі оборудованиесі болсын, ішіндегі дизайны болсын, сол жақтағы алған фишкаларымды кіргіздім. Білім саласы британдық кіргіздік. Алла қаласа міне Кембриджді бастаймыз. Биыл болмаса келесі жылы деп отырмыз. Енді жаңа айттым ғой, халықаралық статусқа ол 2 жыл мектеп жұмыс істеу керек. 2 жыл становление школы деп олар есептейді екен. И жаңағы Дания неге барып келсем, Финляндияға барып келсем, өйткені Финляндияда білім саласы бойынша, статистика бойынша, әлем бойынша Финляндияның білім жүйесі қазір ең жоғарғы деңгейде тұр. Өнген Японияның маған тәрбиесін айтты. Өйткені олар өздерінің ұлттық тәрбиесін ұстап қалған. Қанша соғыс болды, қанша қырылып қалды ол халық, сонда да өздерінің ұлттық құндылықтары бар мемлекетте. Сол құндылықты біз ұстап қалсақ деймін. Сол себепті мен осы 2 мемлекеттен барып, мектептерін аралап, көріп білім саласын келсем, соның фишкаларын тағы да мектепке кіргізем деген ойым бар. Оның барлығы өте үлкен ізденісті, өте үлкен. Және осының өзі құны өте жаңағыдай аз емес. Ата-аналарды айтып жатыр сол жаңағы мәселе бағада емес, мәселе приоритетте деп ше. Көптеген адамдар болатын шығар, жаңағы жеңілдік сұрап, жаңағы сіздің минусқа кетуіңізге бір салдары тиіп жатқан кездер. Сонда да әлі қайтпайсыз ба ауылдық жерде мектеп ашам деген қалпыңыздан? Жоқ, қайтпаймын. Ол мен үшін менің өмірім. Ол менің мақсатым. Ол менің болашаққа деген жоспарым. Мен минустамын. Бірақ ол ертең плюсқа айналатынына сенімдімін. Өйткені ата-аналарға сенем. Өзім күнде дамып жатырмын ғой. Сондықтан да елдерде ата-аналар да дамып жатыр деп ойлаймын. Өйткені өмір солай қазір. Либо сен өсесің, либо сен өшесің. Өсу үшін кез келген адамға ең бірінші білім керек, тәрбие керек, орта керек. Ал енді сол білім, тәрбие, ортаны ата-анамен бірге отырып, біздің мектептер жасай алады деп ойлаймын. Мысалға, ашу себебім де сол болды ғой. Жылда балаларды шетелге алып шыққан кезде әртүрлі балаларды алып шығам. Қанаттары либо бір тәрбиесі мықты, білімі таяз, либо білімі мықты, тәрбиесі таяз, либо екеуі де кішкентайымнан да құс сияқты, екеуі де білімі де тәрбиесі таяз. Балалардан көрінеді. Ал біздің балаларымыз қазір мына вука заманында, вука дейді, өйткені бұрын біз вука заман дейді. Мен оны бір тренингте естігем. Қазір ол не заман екен? Ол не заман? Ашып айтып бере аласыз ба? Вука заманы деген ол тез өзгеріске ұшырап жатқан заман. Қазір бұрын біз 5 жылға жоспарлайтынбыз. Қазір біз даже 5 айға жоспарлай алмаймыз. Қарқынды дамып кеткен. Қарқынды дамып жатыр, қарқынды өзгеріп жатыр. Күнде өзгеріп жатыр әлем. Күнде. Ал енді мына искусственный интеллекттің келуімен бұлдың өзгеруі соншалықты тез болып жатыр. Бізде сондай тез өзгере алатын, тез өзгеріске бейімделе алатын адамды тәрбиелеу керек бізді. Қайырымды, мейірімді. Оны ұмытпауымыз керек, өйткені искусственный интеллект қанша дамыса да біз адамбыз. Біз адам екенімізді ұмытпауымыз керек. Бағана сіз айтып жаттыңыз, мен офлайнның адамымын деп. Пандемия кезінде осы сіздің филиалдарыңыз қалай жұмыс істеді жалпы? Бизнес қалай жүрді пандемия уақытында? Барлығы онлайнға ауысты ғой. Пандемия кезінде бізге мұғалімдерге айлық төлеп, мұғалімдерді жұмыспен қамту мен үшін приоритетті болды. Өйткені ол кісілер де бір айлыққа қарап жүрген кісілер ғой. Ол кісілерге көмектесу мақсатында пандемияда елдің бәрі жабылып жатса, біз бәріміз болғанда сол әрбір орталықтағы мықты мұғалімдермен келісіп жинап алып бәріміз онлайн сабақ түсірдік. Бәріміз онлайн сабақ түсіріп, біз ковидтан қорқамыз жоқ. Біз есімде 16 март күні бәрі жабылды ғой. 19 март күні болды, тынышталдырып бәрін жауып тастады. Біз қашып-пышып офисқа жиналып алып, сол кезде онлайн сабақ жаздық. Сөйтіп онлайн сабақ жазып, фотоаппарат сатып алдық. Сол кезде микрофондар сатып алдық. Сөйтіп бәріміз жиналып бір офисқа сабақ түсірдік онлайн.
сөйтіп жаңа программист таптық, сол программистқа жүктедік. Сөйтіп мен бұл пандемияның болатынын 2 жыл бұрын бір семинарды естіп қалғам. Мен енді көп семинарға барам, көп нәрсе. оқимын. Менің өзім көп ақпарат алып жатырмын, шыны керек. 2 жыл бұрын маған бір семинарда осы скоро әлемде бір қиыншылық туады, көп адамдар онлайнға кетеді. Ванга ма, ол кім айтқан? Ванга емес, негізі енді бұл дүниежүзілік не деп айтар едім, политика. Онымен бөлісетін адамдар бар негізі. Сондықтан да ана тренингтарға, Бұл індет емес, бұл политика жоспар дейсіз. Политика жоспар, иә. Сол жоспарды менімен бір кісі бөлісіп қалған. Сол кезде мен ондай болатын болса, мен алдын ала қамдануым керек. Елдер онлайн деп жатса, интернет шыққан кезде 2018-ден бастап, 17-ден бастап Инстаграм шыққалы бері көп адам онлайнға кете бастады ғой. Сол кезде мен ойладым, қазір біз онлайннан да ақша таба алады екенбіз деп, сол кезде біз уже ағылшын тілінің 1-2 деңгейін онлайн жазып қойғанбыз. Бізге оны уже ақшасы төленіп, уже программа жасалынып қойған болатын, платформамыз болған ол кезде. Соны біз ары қарай жалғай салдық қой, былай айтқанда отырдық та, тура сол принциппен видеолар түсіріп алдық та. Предприниматель деген осы десеңіз. Сөйтіп қойдық та, біз ковидта өте жақсы отырдық деп айта аламын. Мұғалімдеріміз жаңа 42.500-дерін алса, одан бөлек біз өзімізде жаңа онлайн сабақтан түскен ақшаны онлайнда жұмыс істеген қыздарға 100 мың, 150 мыңға дейін ақша зарплата алып отырды. Ол кезде ол әйбет ақша болды да. Тем более біз сияқты кішкентай орталықтарға ол нәрсені біз, ал енді мұғалімдер болды, апай ренжімеңіз, біздің кредитіміз бар, біз мектепке кіруіміз керек, бізді мемлекет өлтірмейді. Сондықтан да біз мектепке кіріп алайық деп, сол кезде мектепке кеткен мұғалімдерім де болды. Жұмыстан шығып кетті. Мен айта алар едім, основной кадрдың бір 30% кетті сол кезде, мектепке кетті, мұғалім болып кетті. Қалған 70%-іміз қалды. Сол мұғалімдер айлығын алып, ақырын отыра бердік. Ары қарай ковид ашылған кезде жұмысты жалғастыра бердік. Бір Аллаға сыйынып жабылып қалмасақ екен деп. Солай жұмыс ақшамыз жерде қалмадыңыздар. Жерде қалғанымыз жоқ. Шықтық. Ата-аналар сол кезде бізге сенім білдірген ата-аналарға да рахмет айтам. Мысалға курсымыз 15 мың теңге болса, біз 7500-ге саттық сол кезде. Бір айлық курсты. 20 мың теңге болса, 10 мыңға саттық. 50%-ке скидка жасадық та. Ақырын тамшылай берді ақшамыз. Сонымен мұғалімдерге ақырын айлығымызды беріп, қосымша әйтеуір отбасыларына тамақтарына, ол кезде елдің бәрі тек тамағын ойлап қалды ғой. Сол тамақтарына жететіндей ақша болды. Менде бір сұрақ туындап отыр. Жалпы мен байқауымша сіздің жаңа әлеуметтік желіңізді қарағанда осы CS4U және QBIS Қазақ-Британ мектебінің негізін қалаушы деп жазылып тұр да. Көптеген учредитель білемін мен. Бұлай негізін қалаушыларды өздерін көрсетпейді. Өзін айтпайды жаңа нелерін. Сіз не үшін өзіңізді негізін қалаушы ретінде көрсетуден қорықпайсыз деп айтайын ба? Жасқанбайсыз деп айтайын ба? Байқауымша өте көп. Бізде қазір енді жекеменшік мектептен көп мекеме жоқ. Ешқайсысының мен негізін қалаушыларын білмейді екенмін, учредитель. Бірақ сізде инстаграмыңызда осы компания негізін қалаушы деп жазылып тұр да. Ашық жазылып тұр. Ашық жазылып тұр. Сосын сұрағым келген. Ең біріншіден қазір мынандай заманда person to person дейді. Адамға адам тартылатын заман. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген бизнесі бар адам өзін көрсетуден қорықпау керек, заманның талабына сай. Себебі адамға тартылады дегеннен кейін ол адамға не үшін тартылады? Адамның бір қасиеттеріне, адамның бір беріп жатқан біліміне деп айтар едім біздің салада, адам өзі қаншалықты дамып жатыр. Мен мысалға дамығанды, ел көргенді, жерге білім алғанды, көп адаммен араласқанды жақсы көрем. Мен бір адаммен кездессем, мына адамның бойынан не қасиетті мен өзіме плюсқа ала алам, не қасиеттен жеркен алам деп бір адаммен кездескен кезде ойлап отырам да, мына адамның қандай плюсы бар деп іздеп отырам. Көбінесе мен анамның сөзі,
кез келген адамның бойынан жақсылық көруге тырыс деп, жамандық емес жақсылық тер деп айтатын. Сондықтан да кез келген кездескен адаммен, жұмыс істеген адамның мен көп жақсылығын қараймын да. Сол сияқты сондай құндылықтарға адам тартылады ғой. Мысалға оның живой примері Apple мен Huawei дейікші. Қарасаңыз, қазір Huawei-дің камералары өте керемет түсіреді да. Біз деген даже неге барған кезде, Гоаға барған кезде жанында қыздың телефоны Samsung болды да, и ай шықты. Айды мен Apple, оныкі Samsung түсірген кезде Samsung-тың камерасы анық түсіреді екен да. Бірақ Apple-ды неге елдер сатып алады? Өйткені Apple-дың қазір кез келген адамнан Apple-ды создавать еткен кім десе Стив Джобс дейді. Стив Джобс өмірден өтсе де, ол өзін көрсету арқылы өзінің историясымен Apple-дың историясын жасап кеткен ғой. Иә, көрдіңіз ба? Сонда ол продукт кез келген жерде қымбат, әлем бойынша бағасы бірдей. Қанша телефондардан кішкене ішіндегі құралдары дамымай отставать етіп тұрса, жылда жаңа шықса да елдер сатып ала береді да. Ол person to person Стив Джобстың продуктысына қызығып адамдар алады да. Мынау бренд, уже бренд создавать етілген. Ол қазіргі заман. Мен соны оқып, мен сол person to person деген ұстанам біріншіден. Ал енді екіншіден өзін өзі көрсетпейтін учредительдерді мен айтар едім, ол кісілер мүмкін кезінде бір сол заман, енді баяғы демей ақ қойын, 20 ғасырда мектеп ашқан шығар, 21 ғасырдан кейін 2016 Instagram, олар офлайнның адамдар ғой, олар онлайн дегенді әлі түсінбей жатқан шығар, мүмкін өздерін дамытпай жатқан шығар, мүмкін жасыратын бір нәрселері бар шығар деймін да. Сондықтан көрсете алмайтын шығар. Жасыру керек болған соң жасыратын шығар өздерін. Енді әртүрлі себеп болады деп ойлаймын оған. Бірақ негізі енді мен өзімде алатын болсам, 0-дан бастадым ғой бизнесті. 0. Ең алғашқы алған парталарым кредитқа алынған деген сияқты. Ең алғашқы алған креслом кредитқа алынған, ең алғашқы офисқа қойған диванымды Зетадан алғам, и то кредитқа деген сияқты. Сол кезде айтып бересіз ба? Қалай болды басында ашқан кезде? Басында ашқан кезде енді сіз өзіңіз мұғалім болдыңыз, иә, ол кезде? Өзім университетте мұғаліммін. Сентябрьда ашылды 2013 жылы. Ашқан кезде ең бірінші қалай болды? Мен жаңадан Англиядан оқуға бітіріп келдім. Университетқа енді жұмысқа кірдім. То есть істеп жаттым, келгеннен кейін қаңтар айынан бастап. Бірақ отчисленияларым аз болды, ол кезде де кредитті отчисления қарап беруші еді ғой. Менде мындай болды да, ақшам жоқ қалтамда. Бірақ мен Англиядан келген кезде мен оқып жүрген университет мені осы жаққа біздің Қазақстандағы представителіміз болыңызшы деп жіберді да. Олар маған айлық төлейтін болды. Кардифф университетінің представителі болдыңыз. Иә, представителі болдым. 1350 фунт төлейтін ол кезде кісілер маған. Айлық ол кезде Қазақстан теңгесімен 450 мың теңге ол. Ол кезде сол мен осы жақтан студент ол жаққа жіберетінмін, университеттарға көп баратынмын, студенттермен сөйлесетінмін. Сол оқуға жіберуге сол жаққа жаңа представитель болып жүріп айлық алып жүрдім. Сөйтіп жүріп Англияға барып келдім, жаңа 9 оқушыммен. Онан кейін жаңа айлығым болды сол. Онан кейін университетқа кірдім. Бірақ осы көктем айында здание іздедім ғой. Уже көктем айында іздеген кезде мен сол зданияның хозяинымен келісіп, ол кісі зданияға ремонт жасады. Мен сентябрьда ашылам дедім. Сөйтіп сесфоюды жаңағы ақшам жетпеді, өйткені парталар алу керек. Мен бір кабинетте отырғым келген жоқ. Бірден 3 этажды зданияны арендаға алып алдым. Бірден 3 этажды. Тәуекел еткен жақсы көрем деген осы жерде көрінеді. Иә, 3 этажды зданияны 500 мың теңге арендасы сол кезде. Соны алып алдым зданияны. Сөйтіп жаңағы ақшаны қайдан табам? Жаңағы Англиядан келетін айлығымды төлеп қоям деген сияқты ғой. Парталарды алдым, ол жетпейді деген сияқты. Оның жетпеген ақшам сіңілім кредит алып берді. Ол врач болып істеп, пенсионный фондысы жақсы болған. Жетпеген ақшаны сол қыз сіңілім алып берді кредит. Сөйттік та центрімізді ұйымдастырып бастап кеттік. Как раз сол ұйымдастырып жатқан кезде әлі есімнен кетпейтін бір қызық ситуация бар. Енді бізде көп ата-аналар пафосты жақсы көреді ғой. Бізде енді қазақта енді жасырмаймын. Енді оны бәрі біледі, пафосты. Мен как раз сол зданияны біз полын жуып жаттық. Мен қасымда 2 мұғалім бар, мен бар. Сөйтіп үстімде халатым бар, қызыл халатым, басымда орамалым, үстімнің бәрі жаңағы шаң-шаң.
сөйтіп болды, жуып жатырмыз. Енді сыбыс естіген ғой қаскелең. Осындай Англиядан оқып келген кісі осындай орталық ашып жатыр деп. Адресі бәрі беріліп қойған. Осы 23 сентябрь қыркүйек күні ашылуы деп айтылып қойған. Сөйтіп біз жаңағы 23-не дайындалып полды жуып жатырмыз. Үстіміз шаң-шаң астында жұмыскерлер жұмыс істеп жатыр. Бір уақытта жаңағы біз пол жуып жатқан кабинетке теріміз ыстық қой ол кезде, кондиционер жоқ. Сөйтіп полды жуып жатсақ, бір ата-ана келіп тұр. Лексустың кілті былай қолда айналдырған. Кто тут директор дейді да. Сосын бәрі маған қарайды. Айтайын десе мен платоктамын, жаңағы үйдегенде ескі халатым киіп алғам, халатым кір болған, енді шаң-шаң. Солай. Сосын маған қарайды да екі қызым. Сосын директор только что вышла дедім. Өйткені ол бүйтіп немен тұр да, кілтті айналдырып тұр, Лексустың кілтін дейді. Директор только сыртқа қарап бағалайтын адам екен көрініп тұр, бірден көрініп тұр. Сосын мен айттым, директор только что вышла дедім. Содан кейін скоро у вас откроется центр дейді. Қазақ әйелі енді орысша сөйлеп тұрды. Я жақында ашылу керек дедім. Біз тазалаушылармыз дедім. Сендер кімсіңдер деді. Вы кто деді. Мы тут убираемся дедім. Есть номер директора деді. Сосын да, есть дедім. Диктую, запишите деп, сонымен жаңа жазып алды номерді. И ана кісі төмен қарай түсіп, менің номерімді набирать етіп келе жатыр ғой. Менің телефоным зданияның ең түбіндегі терезенің алдында тұр. Мен ана терезе дауысы шықса, уже ана кісі звондаса, мен директор екенін біліп қояды ғой. Анандай бүйтіп кілт айналдырып тұрған кісі, Павлов бізді менсінбей тұрған кісі, ол менімен сөйлеспейтінін көріп біліп тұрмын. Сонымен ол кісі астына түсті, мен телефоныма жүгірдім. Соның арасынша звондап қалды, дауысын шығармай алып үлгердім. Сөйтіп жауап бердім. Қашан мектебіңіз ашылады деп, орысша сұрап жатыр, осындай күні келіңіз ашыламыз деп. 23 сентябрь күні жаңағы ата-анам келеді, екі қызын алып, мен креслода отырмын. Директор болып. Алдымда отыр, ол кісі маған не деп айтарын білмейді. Енді танып тұр, я вас где-то видела деп қояды. Сонымен айтты, мен қаскелең кішкентай ғой, бір жерден көрген шығарсыз деп. Ол да типа танымағансыды. Мен де ол кісіні қош келдіңіз, мен директормын деп түк білмеген қарсы алғам. Ондай ата-аналар енді бізде көп. Сондай қызық ситуация болған бізде. Мен бағанадан байқап отырмын. Лондонда оқыдыңыз, 10 жұмыртқа алып 10 күніне бір жұмыртқа жедім дедіңіз. Ол жақта отельда жұмыс істедіңіз, официант болдыңыз, мұнда келдіңіз, әртүрлі қиындықтар, проблемалар, оны шешу. Осындай қиын сәттерде берілмеуге не себеп? Қалай берілмейсіз? Ондай рухты. Қалай адам сондай рухты болуға болады? Кез келген адам сынып кетеді бір проблемада. Сізді қарасам, әлі күнге дейін оңай емес қой кәсіп деген. Бірақ бәріне төтеп беріп, сонымен қоймай өмірге мәз болып, көзіңіз жанып сөйтіп жүресіз да. Жалпы біз сияқты біздің жаңағы поколенияға бір үлгі болсын, кеңес болсын, тыңдағым келіп тұр. Не себеп? Қалай сіз осындайсыз? Кез келген қиындық, жақсылық көрсем де өзімнен, жамандық көрсем де өзімнен деп қабылдауда. Кез келген қиындықты мойындау ғой. Мойындайсыз, қабылдайсыз. Қиындық бар. Мен ертең не істеймін деп өзіңізге сұрақ қоясыз. Бүгінгі күн не қиындық, но ертең басқа күн бар ғой, сол проблеманы шешуге андай тығырықтан шықпайтын жол жоқ. Алла тағала сіздің басыңызға сіз көтере алмайтын проблеманы бермейді екен. Значит, проблема сізге туындады ма, сіз демек оны шеше аласыз. Вот соны бірінші сіз қабылдау керексіз да. Бұл проблема менің өзімнің. Біреуді кінәласаңыз, әрине адамдарға жеңіл да. Анау кінәлі, мені бүйтті, мені сөйтті депші. Ал бірақ сіздің таңдауыңыз ғой ол. Сіз таңдау жасадыңыз ғой. Сондықтан да таңдау жасаған кезде кез келген проблемаға сіз мойынсыну, қабылдау. Мен бұл проблема туындады. Ертең күн бар, мен шеше аламын. Бұл өмір. Қателеспейтін адам жоқ. Бәрі қателеседі. Ал енді қателескеннен кейін ертесі күні күн бар ғой, Қонаев атамыздың сөзі бар ғой. Сен өмірден өтті екен деп, ертең күн шықпай қалмайды ғой. Қаншама өзіміздің алдымызда адамдар өмірден өтіп жатыр. Бірақ өмір жалғасуда. Оның үстіне бала шағамыз бар, мойнымызға алған жауапкершілігіміз бар. Оның бәрін сіз түбіне жеткізіп,
кетпегеннен кейін, балаңызды өсіріп бір жетістігін көріп кетпегеннен кейін, енді әрине Алла тағала егер сізге қазір өмірден өту жазса, әрине өтіп кетесіз, бірақ сол өмірді достойно дейді ғой, ертең өкінбейтіндей өмір сүру үшін қабылдаңыз бәрін. Қабылдаңыз, иә, бар проблема, ертең шешем. Мен мысалға кеше бір расстраиваться ететін жағдай болды. Кеше үйге келдім да, жаттым, ойландым, не істеймін мен, бұл проблемадан қалай шығамын. Ұйықтай алмадым, көп ойландым, бірақ сағат 11-лерде тұрдым да, бір стакан су іштім да, я Алла, маған бір шешімін ертең сен бір көрсетесің, ертең сен маған жол көрсетесің, мен сенемін, мен де сенің бір жаратқан сүйікті құлыңмын ғой, дедім де, мен ұйықтаймын, болды, проблема менде жоқ, ертең шешіледі, бар болса да дедім, ұйықтадым, өте күшті ұйықтаптым. Бүгін ертең менің кешегі проблема емес сияқты да. Көрдіңіз ба? Сенім, иә, сонда. Сенім, адамға сенім керек та. Сенім, үміт. Ана орыстар айтады ғой, вера, надежда, любовь дейді ғой. Вера, сенім, сіз ертеңгі күнім жақсы болатынына, ертеңгі күні проблемаңыздың шешілетініне сеніңіз. Надежда, үміттеніңіз. Үмітсіз шайтан деп бекер айтпаған. Ертең бәрі жақсы болады деген, ертеңгі күнге үміт. Любовь деген өмірге ғашықтық. Өмірді сондай сүйіңіз. Негізі мен ылғи айтам, маған осы өмір жұмақ сияқты деп. Қиындық болса да, жақсылық болса да, қандай жағдай болса да, осы өмір жұмақ деп көремін. Неге? Себебі жегің келген нәрсені, дәм, аузыңызда дәм бар, құлағыңыз естиді, сұлу табиғатты көресіз, қасыңызда жақсы адамдарды жақсы көресіз, бауырларыңыз бар. Әлем сондай да, өмір сондай да. Я, мен ата-анам жоқ. Ата-анам, оларға Алла тағала солай өмір берді. Алла тағала алып кетті. Мен Алланың істеген шарасына қарсы тұра алмаймын да. Қазір жылап, жерді тепкілеп, ойбай дегеннен менің ата-анам тіріліп кетпейді ғой. Ол уже менің өмірімде қалды, менің тарихымда, то есть артқы өмірімде қалды. Ал енді болашақта мен өзім ата-анамын, мен өзім 3 бала тәрбиелеп отырмын. Мен сол 3 балама жарқын болашақ болса деймін, солардың қызығын көрсем деймін. Негізі арманым 100-ге келу. Аумин. 100-ден асыңыз. Иә. Сондықтан да жаңағы орыстардың айтқан, енді бізде қазақта да бар, ол сіз осы 3 сөзді ұмытпау керек та. Сенім, үміт, махаббат. Өмірге деген құштарлық. Ең басы түсінгенім қабылдау, иә? Қабылдау. Проблеманың бар екенін, болатынын қабылдау. Ол деген былай ғой, кез келген адам өзінің қандай екенін өмірді қабылдаған кезде, ол точка роста да, ол уже ары қарай өседі да. Көп адам қабылдамайды онда. Неге менде проблема, не үшін мен осындай жағдайға тап болдым деген нәрсені біреуді обвинять етіп, жертва дейді қазір енді психологтар, мен психологтар сөз көп қой, жертва болып қалды деген сияқты. Вот жертваның өзін бір байқұс қылып көрсеткенді жақсы көреді да, көп адам. Мен байқұспын, болды, маған бәрі әлем көмектесу керек. Бәрі аясын деп. Аясын деп. Әлем көмектеспейді ешкімге. Адам өзін өзі көмектеседі. Бұл жерде мынаны айтқым келеді. Бір адам әлемге өзгертем деген екен, әлемді өзгертем деп жүріп, қанша еңбектенген, әлемді өзгерте алмаған. Одан өзі келіп, қаланы өзгертейінші, әлемді өзгертпедім деп, қаласына келіп өзгертуге тырысады. Анадан ұрсады, наған ақыл айтадан шаршайды, қаланы өзгерте алмайды. Өнен кейін әлемді де қаланы өзгертпедім, отбасымды өзгертейінші дейді да, отбасымен жұмыс істейді, отбасымды өзгерте алмайды. Содан отырады да, енді мен үшеуінде өзгерте алмадым, өзімді өзгертіп көрейінші деген ғой. Сонда өзін өзгерткен кезде отбасы өзгере бастаған ғой, өзі қалағандай. Сол кезде ол түсінген екен, мен мына жақтан қаншама қателік жасадым, ең бірінші мен өзімді өзгертуім керек екен ғой. Сол кезде міне отбасым өзгерді, енді отбасым өзгергеннен кейін ары қарай кетеді екен ғой деп түсінген екен да. Сондықтан да әр адам ең бірінші біреумен емес, өзімен алысу керек та. Өзіңмен мықты адам ғана өзін өзі жеңе алады дейді. Ол психологтардың көп сөздері бар ғой, мысалға. Әлі адам өзімен айналысу керек, біреуде шатағы болмау керек, ол біреу. Біреудің өмірі саған өмір емес. Әркім өзінің қателігімен, өзінің жасаған жақсылығымен, жамандығы үшін жауап береді да. Әрбірден соң о дүниеге кеткен кезде даже өзіңнің жаның ғана дейді ғой. Саған балаң да, күйеуің де ешкім көмектеспейді. Жаңа бір ақ матамен кетесің ғой о дүниеге. Сол кезде
өзіңнің жаның ғана да. Сондықтан да адам сені, алла тағала сені индивидуально жаратты ма, сен жалғызсың ба әлгі, бірге туған болғанмен бірге жүрмей жоқ деп те бекер айтпаған да. Адам ең бірінші даже бауырымен алыспау керек, даже басқалармен алыспай, адам тек қана өзімен ғана алысу керек та, өзімен ғана даму керек, өзімен ғана өсу керек, соны ғана ойлау керек. Сол кезде бұның адамның жан жағы, ортасы, әлемі, коллегалары, даже отбасы, бала шағасы өзгереді. Қазір мысалы қарапайым әрбір адамның ішінде болады ғой енді жалқаулық, сылтау тауып әртүрлі. Еңбекқорлығыңызға не себеп болды? Кішкентай кезінен, жалпы кішкентай кезіңізден сондай бір еңбекқорлыққа баулып өсірді ма сізді? Иә. Еңбекқорлыққа дегенде мен үйде екінші қыз болдым. Екінші қыз болғаннан кейін үйде 3 қыз бір ұл өстік. Ұлымыз кішкентай, інім туылмай тұрған кезде мен папам ұлым жоқ деп отыратын. Сол кезде мен папам ұлым жоқ дейді, мен неге ұл емеспін, мен ұл болғым келеді деп, жаңағы ұлдың жұмысында таңдамай істей беретінмін. Мысалы есің алдын сыпыру керек па, есің алдын шамам келгенше сыпырып шығам. Су тасу керек па, ол кезде флягпен су таситынбыз ғой. Суға баратынмын, флягтап су тасып келетінмін ол кезде ауылда. Өнен кейін менің есімде біз үйге алма ағашын ектік. Сол алма ағашын еккен кезде мамам, папам бәріміз тұрып, сол алма ағашы, өрік ағашы, жеміс ағаштарын еккен кезде осы ағашты 2 күн сайын сен суғарып тұрсаң, 2 күн бұл ағаштан жеміс өскен кезде біз бәріміз отбасымызбен сол жемісті бөліп жеп отырамыз деген әкемнің сөзі бар. Сол сөзді мен миыма құйып алғам. Жаңағы ағашты мен 2 күн сайын суғарып тұру мен үшін бір үлкен бір махаббат болатын. Бара салып ол кезде енді арықтан су тасимыз, шелекпен су тасып жаңағы ағаштарға құям. Өнен кейін ол бір себеп болды маған. Екіншіден енді ауылдық Нарынқолда өстік. Нарынқолда картошка егеміз. Не егеміз? Картошка егеміз. Сол картошканың, мамам ауырып қалатын дедім ғой. Картошканы суғару, картошканы түптеу, оның арам шөбін жылу, соның бәрі бүкіл огород менің міндетімде болады. Менің есімде 6 сыныптан мен сол картошкаға қарайтынмын. Сонау арықтан су алып келетінмін, қуалап суғару үшін. Соны үйге келіп, суды алып келіп, үйге кіріп, обед ішем деп тамағымды ішіп шыққанша жолдан біреу суды алып кететін ғой. Арық, иә. Біреу бұрып кетеді. Барам, ана жерге барып жылап, ана суды айғайлап, қайтып бұрып, жағы суды қайтып огородқа алып келетінмін. Монша жағатынмын. Сосын 90-шы жылдар, 90-шы жылдарда әпкем оқуға түсіп кетіп қалды. Сіңілім осы жақта Алматыда тоже лицейға түсіп кетті, ол кезде интернат лицейға кетіп қалды. Екеуін оқыту мамам мен папама қиын болды ол кезде. Партия құлаған кезі, ақша жоқ, теңгеге ауысып жатқан кезде, жаңадан теңгеге ауысып, халық қатты қиналды ғой. Сол кезде магазинде папа мен мамам да мемлекеттік қызметкерді, ол кісілерге талон беретін. Ана талонмен неге барсақ, магазинге барсақ, даже бір кір сабын ала алмайтынбыз. Өйткені магазинде түк жоқ. Талонмен барамыз, түк жоқ. Вот әлі көз алдында гастрономға барамыз, талонмен еш нәрсе ала алмайды. Ақша живой. Базарға барасыз, ол кезде коммерсанттар жаңадан шыққан. Коммерсантта қант та бар, сабын да бар, бәрі бар. Ақша керек. Мамам мен папам не істерін білмейді. Үлкен кісілер ғой енді ол кезде де, қазіргі біздің жасымыздағы кез не істейміз деп отыр. Енді мен сол кезде мама, мен баня жағайыншы дедім. Бізде баня болатын үйде. Ол кезде общественный баняда істемей қалған кез. Папаң білсе ұрсады дейді да, папама білдірмейміз деймін. Қалай жағасын? Көмірмен жағамыз. Сонда суббота воскресенье сайын мен біздің үйдегі баня качегар болатынмын. Қап-қара көмірге түсіп, жаңағы баняны жағып 20 теңгеден жағатынмын. Сол кезде есімде 20 тиын, то есть 20 тиын алатынбыз сол кезде. Сол 20 тиын, сағатына 20 тиын деп суббота воскресенье баня жағам. Енді папам сырттың адамы, үйге баняда кім түсіп жатыр десе, папа менің достарым деймін. Сенің достарың ба? Қызым, ботам түсе берсін, достарың болса дейді. Енді үлкен кісілер келеді ғой. Папам енді андасында бір көріп қалып, мына кісілер кім, үлкен кісілер сенің достарың ба десе, менің достарымның мама папалары Нарынқолда білесіз ғой, баня жоқ деймін ғой. Сөйтсем папам жарайды деп қояды. Сөйтіп папама білдірмей 20 тиыннан баня жағып, жаңа сабынымыз бар, қантымыз бар, керекті үйге керек жарақты 8-ші, 9-ші, 10-ші 3 жыл баня жаққам. Сөйтіп ақша табатынмын.
Жаңағы CSFOU-ға қайтадан оралсақ, жаңағы кәсіптеріңізге, білім саласындағы жалпы арманым әртүрлі аймақтан ашу дедіңіз. Қанша уақытта осы жұмысты игере аласыз? Әртүрлі аймақтан ашу деген нәрсеге арманыңызды орындауда қандай да бір қадамдар бар ма? Негізі CSFOU-ды мен 100 орталық ашам деген арманым болған. Ол нәрсені міне неше жылдан жоспарлап келе жатырмыз, бірақ ресурс деген болады екен да, адамның ресурсы, уақыт ресурсы жетпейді екен 100 орталыққа. Өйткені бір орталықты ашып оны оборотқа кіргізіп жіберудің өзіне кәдімгідей уақыт кетеді да. И сол 100 орталыққа жету үшін не уақыт ресурсым, не адами ресурсым жетпей жатыр. Сондықтан да мен осы аймақтардан партнер іздеймін. Әрине оқу орталықтары аймақтарда өте көп. Өте көп. Кеше Чимкенттағы бір кісі айтып қалды, Чимкентте білім орталықтары көп депші. Әрине көп. Біздің бірақ ерекшелігіміз бар. Біз сияқты олимпиада еш орталық өткізбейді. Біз сияқты балаларды IELTS-қа жаңағы 7-5-ке жеткізбейді. Біз сияқты адал тапқан ақшаны партнерлармен бөлісіп отырған адам аз. Біз сияқты мұғалімдерді ешкім қадірлемейді деп ойлаймын өзім. Енді ниет қой былай айтқан кезде. Егер шынымен де бізбен жұмыс істеймін, біз сияқты балаларға білім беремін. Енді бұл жерде табыс көзі төмен деп айта алмаймын. Енді әркім ниетіне қарай береді. Десе де ең бірінші құндылықты балаларға білім осы мына туған жеріме дамуына, балаларға да, балалардың дамуына, болашақ ұрпаққа керек нәрсені беремін, керек білімді беремін деген адамдар болса, тек ақшаға ғана емес, сондай партнерлар болса, мен бірге жұмыс істеуге дайынмын. Қазақстанның кез келген аймағынан жұмыс істей аламын, кез келген аймағымен партнер бола аламын. Білім саласындағы бизнес ашқысы келетін адамдардың, кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға дейсіз ғой. Иә, кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға. Біздің мына 10 жылдағы жасаған минустарымызды, қателіктерімізді ол кісілер жасамайды, қайталамайды. Біз ол партнерлармен келісім шарт бойынша жұмыс істеуге дайынбыз. 100 орталыққа мен солай тез жетем деп ойладым. Күшті. Сәттілік. Рахмет. Барлығы ашылып кетсін, арманыңыз орындалсын. Рахмет, Мөлдір. Сапалы білім алатын қазақтың балалары көп болсын. Шетелге шығатын, open minded дейді ғой. Сондай балалар өте нарроу емес деңізші. Өте қуанып отырмын, танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де қуанып отырмын. Еңбекқорлықтың, жаңағындай білімнің, адалдықтың бар екенін, сондай болатынын көріп отырмын. Көп рахмет келгеніңізге. Мен ойлаймын, біздің подкастты көріп біраз адам ой түйетін болар деп сондай сенімдімін әрі. Сол келгеніңізге көп рахмет. Алла қаласа, Құдай бұйырса, мүмкін ары қарай мүмкін жалғастыра жатармыз. Көптеген оқиғаларыңыз бар екен, көптеген сабақтар бар екен алуға болатын. Солай. Рахмет, Мөлдір, подкастқа рахмет, осындай сұрақтарыңа рахмет. Енді сізге де табыс тілеймін. Ары қарай осылай жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Енді біздің Мөлдіріміз бойдағы екенін естіп отырмын. Бір басың екеу болсын жаным. Өзің қалаған азаматыңа кездестіріп, сол қалаған азаматыңа күйеуге шығып, сенің жұлдызыңды ары қарай сол азамат жаға берсін деймін. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Сәттілік. Рахмет.